жаңа кішкентай баланы қысам, бір қолыма колясканы бүктейін де қысам да шығам. Құралай, сен бірінші рухани өссең, сенің артынан байлық өсіп қалайды дейді. Осындай үй алуға деп ақша жинап қойған ақшамызды алданып біреуге беріп жібергенім бар еді. Мені күйеуім бағады ғой, мені жолдасым бағады ғой, менің бәрім даярлап береді ғой дейді. Бірақ сол бойынша тіркелес 1 сағаттан кейін бірден 24 000 теңге алғашқы табыс болып түседі. Ұйықтап жатсаңыз да ақша түсе береді. Өзіңіздің табысыңыз емес, сол келген кісінің табыс табуы өте маңызды. Шаршамау керек, ұйықтамау керек, Роза апай айтпақшы. Санева компаниясы пирамида ма, пирамида емес па? Сәлем құрметті достар, құрметті көрермендер. Бүгін бізде ерекше форматта подкаст. Бүгін бізде қонақта Санева компаниясының, яғни көп желі маркетингті бизнес саласындағы 3 эксперт және миллионер ханымдар және де арнайы келген қадірлі қонағымыз бар. Қош келдіңіздер біздің студиямызға. Рахмет, қош көрдік. Өздеріңіз енді біздің көрермендерімізге, тыңдармандарымызға өздеріңізді таныстырып өтсеңіз, сізден бастайық. Сәлем достар, мен Рахметолла қызы Айжан, Санева компаниясының президент кеңесшісімін. Жалпы осы Санева компаниясына бастап қазірге дейін бизнес жасағаныма биылмен 8-ші жыл. Және де өздеріңіздің табыстауын, енді бұл бизнес болғаннан кейін табыстарыңыз бар ғой? Соғында өздеріңізді таныстырып, және де табыстарыңызға да кетсек, бірден адамдарға вау эффект болсын деген ойда ғой енді адамдар. Енді қазіргі бір айдағы табысым 7 миллион теңге, 15 күн сайын бұлайынша 3,5 миллион теңге, 4 миллион теңге табыс тауып отырған жайымыз бар. Керемет, кез қонағымыз. Қайырлы күн достар, есім Аманнұр Оразбайқызы болады. Осы Санева компаниясының Талдықорған қалалық офис менеджері және компанияның лидер статусындағы серіктесі боламын. Жалпы көпбалалы аналардың бірімін, табыскер аналармын. Айына табысы 1,5 миллион теңге көлемінде табыс кіргізіп отырмын. Қайырлы күн достар. Менің есімім Құралай Ділдаева Нұрғайыпқызы. Санева компаниясының қазіргі таңда голд директоры. Санева компаниясына қазіргі таңда табысым 2-15 күн сайын бізде табыс беріледі. 2,5 миллион, 3 миллион, 6 миллионға дейін қазіргі таңда табыс тауып отырмын. Өте керемет. Яғни қазір бізде отырған көп желі маркетинг, яғни MLM бизнес деп айтып жатады, сетевой маркетингтегі біздегі нақты мықты эксперттер, табыскерлер және бізге бүгін тосын сый болып келіп отырған, енді күтпеген жағдайда, бірақ оның өзі кездейсоқтың өзі кездейсоқ емес дейді. Арнайы Қытай Халық Республикасынан келіп отырған қонағымыз. сәлем достар, менің атым Басила Бәуқызы боламын. Менің мамандығым TikTok-пен сіздерде сату мамандығы, және мен сіздердің президент кеңесшісі болған Айжан Рахметоллақызының жеке менеджерімін. Өте қуаныштымын. Яғни бізде бүгін қонақта 7 миллион табатын Айжан ханым, 1,5 миллион табатын Аманнұр ханым, 6 миллион табатын Құралай ханым және арнайы осы жалпы әлеуметтік желіде, сонымен қатар жалпы адамды сатуға үйрететін Қытай Халық Республикасынан келген қонағымыз Басила ханым. Барлықтарыңыз қош келдіңіздер. Енді бүгін біздегі еркін тақырыпта, сонымен қатар адамдарға көп желі маркетинг, яғни сетевой маркетинг, MLM бизнесті адамдардың бойында қорқыныш, яғни соны арылтуға, бұл бизнесті кәдімгі сала сияқты екенін, сонымен қатар бұл бизнес деген кезде қандай қадамдар жасау керек, қандай қиындықтар болды деген сияқты сондай форматта өтеді. Сондықтан қош келдіңіздер тағы да. Енді жалпы айтып жатырмыз ғой, бұл көп желі маркетингта бұл бизнес, енді барлықтарыңыздан енді рет-ретімен бастасақ, жалпы бұл компанияға, жалпы желі маркетингке келуге сіздерге не түрткі болды? Ең алғаш рет осы 8 жыл бұрын бастағым келіп отыр. Жалпы бұдан да бұрын көптеген сетевой компанияларда жұмыс жасадым, ұрындым, көп қаржы салдым. Тіпті жолдасым айтпай, сіңлімнен қарыз алып салған кездер болды. 500 мыңдап, миллион теңгелеп салдық. Содан 2 ай жүгіріп жүріп, күн демей, түн демей, үй бетін көрмей, солай адамдарға сетевойды, сол өнімді компанияны таныстырып жүріп, жұмыс жасаған кезде мен 2 ай ішінде тапқан табысым 80 мың теңге ғана болды, сол жылдар. Содан кейін мен сетевойдан көңілім қалып, табыс табуға келмейді екен ғой деп, арман мақсатым айқындалмай, бағыт бағдарым жоқ, не қайтарған қарызым жоқ, қарызға кіріп кеткем. Сөйтіп жүрген кездерде
күндердің бір күнінде осы Роза Қожахметқызымен мен бұрын да таныс болатынмын. Компания Санива алғаш рет құрылып жатқан кезі бір 4-5 ай болған кез екен. Сол кезде әлі есімде, қазіргі біздің Алматы қаласында офистің алдынан өтіп бара жаттым да, енді екінші қызым 6 ай болған кез. Көтеріп алғаным, сол не істерін білмей жүргем, Роза ханымға кіріп бір сәлем жасап айтайын деп сол кісіге жай ғана кіре салдым. Санива компаниясының офисіне кірдім. Сол кезде әлі есімде, Роза ханым сол сабақ өтіп жатыр екен. Яғни арман мақсат айқындау деген сабақты өтіп жатыр екен. Сол кезде Роза ханымның бір сөз әлі есімде. Айжан деді, егер сенің арман мақсатыңды орындайтын адам болмаса, онда не жатыс деді. Шынымен содан кейін мен үйге барып түнімен ойландым, ұйықтай алмадым шыны керек. Шынымен менің арманым не, мақсатым не? Менің шынымен арманым көп қой, бірақ осыны мен үшін орындап беретін адам жоқ қой деген. Мен соны ойладым да, шешім қабылдап ертесінде мен қайтадан осы Санива компаниясына келдім. Келген кезде Роза ханым бар, Нұржан мырза компанияның маркетинг планын көрсетіп тұр. Сол кезде бізде машина программасы болған, яғни ол жерде 2,5 миллион теңге директор статусында. Сол кезде аппақ Toyota машинасы тұрды, фотосы әлі қабырғада ілулі тұрған есімде. Содан Роза ханым айтты, маркетингті түсіндірді Нұржан мырза, сосын Роза ханым айтты, Айжан, осы статустардың ішінде саған қайсысы ұнап тұр деді да. Сөйтіп бірден қарадым да, маған аппақ машина ұнады, 2,5 миллион теңгенің жаңағы сумасы көрсетілген. Сол кезде мен айттым, Роза апай, маған 2,5 миллион теңге директор статусы ұнап тұр дедім да. Дәл содан кейін менің арман мақсатым оянып, енді сол директор статусына шынымен де жеттім. Әрбір статусты бағындырып, 8 жыл ішінде мен 11 рет шетелге саяхатқа жолдамаға бардым. Осы компаниядан тегін және 3 рет умра қажылыққа барып үлгердім. Және одан бөлек мен 2 машина ауыстырдым компаниядан. Енді өзіміздің үйімізді жаңадан ремонт жұмыстар жасадық. Енді бұйырса осы жылы компанияның 8 жылдығында, Қазақстандағы Қытай мемлекетіндегі Санива компаниясының 2 жылдығында, алла бұйырса, өзімнің жеке коттеджіммен сіздердің алдарыңызда шығамын деген үміттемін. Бұйыртсын. Енді қарап өтсем, сіздің айтқаныңызға қарасаңыз, сізді түрткі болған мақсатыңыз ғой, бұл компанияға келгендегі оятқан, сол мақсатқа келдіңіз, сол мақсатты орындап жүрсіз. Яғни адамның қозғайтын негізгі күші мақсат деп мақсаты. Және бұл жерде мен айтқым келетіні, көптеген компанияларда болдым деп тұрмын ғой, құндылық бар бұл жерде. Санива компаниясының құндылығы неде десе айтар едім, бұл жерде ұстаз. Яғни мені осы компанияға келуіме, шешім қабылдауыма себепкер болған әрине Санива компаниясының президенті Роза Қожахметқызы. Сол кісінің бойындағы ілімі, білімі, қасиетін мен шама бар губка сияқты сіміріп алғым келді. Сол кісі сияқты мен дәл өзімді екінші Роза ханым жасап шыққым келді. Сол мақсатпен алтын көрсең, соған жабыс дейді ғой. Мен сол кісіге қалай көрдім, мен сол кезден бастап мен ол кісіні ұстазым ретінде қабылдадым. Сол жабысқаннан міне қазірге дейін білімін, ілімін алып, міне керемет ойдың құпиясы, мидың динамикасы деген ілім бар. Роза ханымның енді бүкіл әлі күнге дейін ол кісінің білімін қайталаған адам жоқ деп айта аламын. Сол білімді мен 8 жыл ішінде оңай әрі жеңіл меңгеріп алып, Роза ханым өзі айтқандай, Айжан, сендер бір 5 жылдан кейін өмірді ертегідей сүресіңдер деп айтқан есімде. Сол сияқты қазір шынымен де Аллаға шүкір өмірімізді ертегідей сүріп келе жатырмыз. Яғни сол білімнің арқасында. Өте тамаша. Яғни сізге тағы да бір мән беріп отырсам, Айжан ханымға білім керек болып келген екен, Білім керек болды. Аманнұр ханым, сіз компанияға жалпы желі маркетингті неге таңдадыңыз? Енді қазір Талдықорған қаласынан арнайы келіп отырсыз. Сонымен қатар енді 6 саны бар ақшаны тауып отырсыз, 1,5 миллион ол да аз ақша емес. Енді соған не түрткі болды, не себеп болды сізге? Мен дарыдан қозғағым келіп отыр. Ең алғаш осы сетевой бизнес дегенді мен білмеймін. Мемлекеттік қызмет жұмыс жасадым. Ең алғаш. Ол жерде уақытыңыз біреудің қолында, және білесіздер, қазір бала шағаны баға жүріп жұмыс жасау қиын. Өйткені зарплатаңызды біреуге беру арқылы балаңызды бақтырасыз. Сондай жағдайда 2 балам өмірге келді. Мен декреттік демалысқа шықтым. Ауылда ақша керек. Әрине ақшадан бастадық. Сол кезде осы әлеуметтік желінің көмегі ғой. Фейсбуктан таптым бұл компанияны. Ойлаймын ғой, айына бір 20 мың теңге тауып тұрсам, ауыл бойынша ең бай келіншек мен шығармын деген сондай бір өзіме соны ғана қалаппын деймін де. Қазір күлкім келеді, бірақ сол әкелді осы қазір күнге.
20 мың теңге табыс табуым үшін не істесем екен деп, мына сатсам ба екен деп бір ойлаймын. Сосын кейін осы компаниядағы спонсорым Санева Маржан ханымды кездестіріп, сол кісімен танысып сұрадым ғой, сатам ба, не істеймін, қанша пациент беріледі деген сияқты. Сосын компания қандай компания деп сұрадым. Негізі сырттай таныс екен, өнімдерге таныспын. Роза Қожахметқызы компания президентін сырттай таныспын тоже. Кездесіп ілімін алып, содан келдім деп айта алмаймын, бірақ ол кісі мықты сетевик екен білемін. Тәжірибелі сетевик. Екіншіден менің өзім патриоттық сезім күшті адаммын негізі. Отан десе, қазақи жаңағы бір дүние болса жанып кетемін да, өзімде бір ұстаным болды. Мен отандық компанияда жұмыс жасасам ғой деген. Сондай ұстаныммен әрі отандық компания болды, тәжірибелі сетевик болды, және шынымен де бұл жерде руханият бар екенін сездім. Себебі компанияны құрып отырған президенттің сыртқы бейнесінен және жүзінен, ажарынан уже бұл жерде жаңағы руханияттың бар екенін біліп, алғаш осы бизнеске келдім. Ең алғашқы табысым кереметтей болған жоқ, бірақ жаңағы аңсаған 20 мыңымды 10-ақ күнде тауып алдым. Бұл сетевой жақсы екен ғой дедім да. Ары қарай жұмыс осыдан 8 жыл бұрын. Біраз ақша болған. Біраз ақша болып тұр ғой, 8 жыл бұрын үйде жатқан декреттегі анаға кәдімгідей ақша болды. Сонымен пособиямды қосып бай келіншекке айналып бара жатырмын. Сонымен бір күні тура жаңағы сахнадан басқа компанияда бір лидер ханымдардың, мен танитын қыз баланың сахнадан 3 миллион бір нәрсе деген чекті алып көтеріп жатқанын көрдім. Мен танитын осы қыз осындай деңгейде бір қазақтың қыз жетіп жатса, неге мен жетпеске? Құдайдың берген таланты бар, тілі бар, сөзі бар, түрі бар, неғып жатырмын деген сол сәтте бір секундта оянды менің арманым. Ары қарай бизнес жоспарға сонда барып үңілдім. Мен өнімге келіп тұрмын ғой басында, сатсам деген ниетпен 20 мың тапсам деген сияқты. Кейін бизнес жоспарына қарасам, бұл жерде команда құру керек. Команданың күшімен жеңіл ғана ақшаны табуға болады деп, жаңағы миллиондарды бағындыруға болатынын түсіндірді жетекшім. Ары қарай әрі баламен, ата-енеміз бар, үлкен семьяда болдық. Сонда да адамда мақсат болса жатпайды екен, шаршамайды екен. Жаңағы кішкентай баланы қысам, бір қолыма колясканы бүктеймін де қысам да шығам, ауылдың таксиін шақырам деген. Ол кезде ауылда тұрамыз. Орталыққа барамыз, ауданға барамыз, ауданнан қайтып Талдықорған қаласының өзіне барамыз. Кировск, Жамбыл деген ауылда тұрдық та. Таңертең кетем, дым жоқ қайтсам да әйтеуір ризамын. Мен бизнес жасап жүрмін, өсуге талпынып жүрмін, ортамнан бөлініп шықтым, қалай болмасын деп ше. Бірақ мен енді мәңгі жазам, мәңгі айтам, мен тәлейлі жанмын деп ше. Жолым болған адаммын деп айтам. Шынымен де ата-енемнің қолдауы, жолдасымның қолдауы өте мықты болды. Неғып жүрсің, ақша таппадың ғой демеді, тамақ жасамадың, балаға дұрыс қарамадың демеді. Қолдап тұрды әрқашан. Тауып келсем де қуанып жатыр, таппай келсем де қуанып жатыр. Сол қолдаудың арқасында менің мақсатым күшейді. Ары қарай бизнеске деген ниетім нығайды, қорқынышымды жеңдім. Ары қарай мінекей осы Санева компаниясына келгелі бері 3 сәбиді өмірге әкеліппін. Оларды баға жүріп бизнесін жасап та үлгеріппін. Ата-енеміз де бар, енді үлкен семьямыз, келген кеткен қонақ ешқайсысын қалдырып көрген емеспіз, үнемі қонақ күтіп жатамыз. Соның бәрі осы сетевой бизнестің арқасы. Өйткені уақытым өз қолымда болды. Уақытты тайм-менеджмент сіздің сабағыңызға қатысу өте үлкен көмек берді. Мен уақытымды меңгере алмай жүретінмін. Қазір планға қойып жұмыс жасау, уақытты қандай уақыттарды меңгеру керек, бәрін білгеннен кейін жеңіл әрі оңай бәрі. Осылай көтеріп келе жатырмыз. Яғни қазақтың анасы бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлем тербетеді деген сияқты. Санева компаниясы серіктесе бір қолында ақша тауып, бір қолында балаларыңыз тауып, яғни болады, істеймін деген адамға кедергі жоқ. Яғни отбасыда жақындарыңызға, тіпті кішкентай балаңыздың өзі тыныш жатуының өзі бір үлкен көмек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, ол бөлек әңгіме шынымен де. Бізде Келекс миллионер ханымыз айына 6 миллион табатын. Сол 6 миллионды табу үшін бастапқы қандай қадам жасадыңыз компаниясыз? Өзіңіз айтып кетсеңіз. Енді ең алғаш компанияға келген кезде мен осы жерден көрдім өзімнің арманыма, жаңа қиялдап жүрген арманым мақсатқа айланып, сол мақсатыма қол жеткізетініне сендім. Өйткені бұл жерде ең алғаш маған табыс көзін түсіндірген кезде маркетинг план есептеп, сол кезде ең алғаш сол маған қатты ұнады. Әр статусты жазып, өзім миыма меңгердім. Сол кезде әр статуста көтеріліп, бір күндік табысым 100 мың теңге болатын сенген кезде мен ол бизнесті жеңіл қабылдадым.
алғашында әрине бұл бизнесті мен сату ғана деп ойладым, тек қана. Жоқ, бұл бизнесті бірінші өзің меңгеріп, басқаларға үйретіп, өзің сияқтыларды көбейткен кезде, сол кезде шексіз табыстың, тек қана өзің ғана жасап қиналмай, жаңа шексіз табыстың келетінін сезініп, осылай қадам бастадым. Әрине басында қорқыныш болған емес, бірақ мен әрекетімді тоқтатпадым. Мені намыс қайрады бұл жерде. Өзім намыстандым. Менің жақындарым, дос қыздарым маған көп қарсы болды. Мен бұрын енді сауда жасадым, бірақ сол саудаңды жасай бермедің ба? Ресторан саласында жұмыс жасадым, администратор болып. Сояқта неге жасамадың, жақсы табысқа деп маған көп айтты, бірақ маған ол маған қатты мотивация бермеді. Өйткені маған тұрақты табыс, мысалы мен негізгі мамандығым мұғалім, маған да жаңа ұсыныстар түсті, бірақ мен оны істегім келмеді. Өйткені ол жақта көп өспейсің. Ал желілі маркетингте сен өзің қалай әрекет жасайсың, қанша табыс тапқың келеді, соны таба алатыныңа сенген кезде, сол табысты өзің сеніп әрекет жасаған кезде, соны таба алатыныма мен сендім осы жерде. Яғни сізде осы компанияға алғашқы келгеннен бастап сізде болашағыңызға сенімділік артты, бірден көргеннен бастап. Бірден сенім оған не себеп болды? Мысалы жаңа Айжан ханым айтып жатыр, Роза ханымның руханиятын көрдім дейді, Аманнұр ханым 20 мың теңгені табу үшін дейді. Сізде сол сенімділікті бір көргеннен де айтып тұрған сенімділік, соны не себеп, не түрткі болды нақты? Бұл жерде жалпы Санива компаниясына менің өсуім жетекшілерге де байланысты, қолдау болды. Өзімді бизнесқа шақырған жетекші Маржан ханым әрқашан қолдап, бір ғана сөз айтатын: сіз қопарасыз, сіздің қолыңыздан келеді. Ол мотивация маған, білмеймін, мен сізге сенем деген бір сөзім маған бір мындай бір тауды қопаратын сияқты өзім бір қанаттанам да. Одан кейін әрқашанда менің команда құруыма да тастап кеткен жоқ та, жаңағыдай қайдасыз, келіңіз, қандай жағдай болмасын, мені жетелеп жүрді. Одан кейін мінекей 8 жыл мен Роза Қожахметқызының сабағын алып келе жатырмын. Әлі күнге дейін алам. Ол кісімен 5 минут отырып сабақ алудың өзі мен үшін үлкен бақыт. Мінекей ол кісінің сабағын алу арқылы мен бірінші, білмеймін, енді рухани өскен шығармын. Жалпы айтады ғой, Құралай, сен бірінші рухани өссе, сенің артынан байлық өсіп қалайды дейді. Матери бай боласың дейді. Мен соны түсіндім. Ол кісінің әрқашанда айтатын несі, ұраны, мен соны ұстандым. Таза ниет, таза жүрек, таза ақыл деп. Әрқашанда ниетім дұрыс болды. Компанияға шақырып келген адамдар бірінші прям жұмыс жасап кетсін деп ойламаймын. Келді, денсаулығын жақсартсын, білім алсын, үйренсін, өссін деген менде де ниет болды. Яғни бір шайдың өзін халыққа берсең, таза ниетпен бер деп Роза Қожахметқызының әрбір білімі менің көкейімде болды. Яғни сол білімнің арқасында мінекей осы жетістікке жеттік деп айтсам енді артық айтпаймын. Өйткені әрбір білімнің артында осындай жетістік болып жатыр деп ойлаймын. Көп жалпы адамдар қиындатады. Неге деп ойлайсыздар ғой? Өйткені білмей жатып қиындатады да. Мен сол осы компанияда ешқандай жерде бермейтін, мектепте және оқу орындарында ешқандай психолог бермейтін, ешқандай тренер бермейтін білімді алдым. Мен сол білімді меңгеру арқылы мен оңай, жеңіл, тез дәрежелерді жауып, осы компанияда ең алғаш директор дәрежесін жауып, ең алғаш осы компаниядан өзімнің баспанамды алдым 2023-те, және 2023-те 4 айдан кейін өзімнің салоннан 14 миллионға мысалы көлігімді алдым. Оның бәрі сол ұстаздың арқасында деп айта аламын. Өйткені
қандай бизнес болмасын, ұстаз болмаса ол болмайды екен. Ұстазның жетелеу арқылы, мысалы, қорқыныш болды менде де. Жоқ, Құралай, сенің қолыңнан келеді, ақшаңды тез-тез жинап, өзіңнің арманыңдағы көлігіңді ал деді. Сенің қолыңнан келеді деп, және менің жетекшім, сіз деген 2-3 айда аласыз ғой көлікті деп маған айтқан кезде, мен шынында да сол 2-3 айда алдым ғой. 4 айдан кейін мен сол көлігімді алдым. Оның бәрі қолдау, білім, сенімділік және әрқашанда тіреу дейді жаңа. Ортамыз, қолдап орта, яғни орта әрқашанда адамды өсіреді деп айта аламын. Яғни осы жерде қарап тұрсақ, көп адамдардың өмірдегі қажет нәрсе орта, қолдау. Қарап тұрсам сіздерде сонда ақша үшін келмейсіздер ме сіздер? Қолдау, орта, жалпы енді қарап отырсам білім деп жатсыздар. Дұрыс қой. Бірақ десек те сонда негізгі мақсаттарыңыз сіздердің ақша болды ма, ақша болмады ма? болды. Иә, сол әрине бай болу. Мысалға енді дұрыс қой, Роза ханымды көрдік, Маржан бірін-бірі ханым қолдады. Енді осы дұрыс қой, бизнесқа келгеннен кейін бұл жерде бизнесмен ақша табу үшін жүреді. Былайша қарасаңыз. Енді бірақ сіздердің сөздеріңізге қарасақ, ақша мақсат жоқ па сіздерде? Алғашқы сәттерде айтып жатырмыз ғой. Алғашқы сәтте маркетингті көрдім. Компанияға келген кезде сіздер мен рухани өсем, жаңағыдай ұстаз іздеймін деп келдіңіздер ме, әлде ақша табам деп келдіңіздер ме? Айттым ғой жаңа 3 миллион деген чекті 3 көрген миллион сәтте, көрдіңіз, Аманнұр ханым 20 мыңнан бастап қазір 1,5 миллион тауып мен отырсыздар. танитын адам сонша тапса, мен неге таппасқа деген бір сезім оянды. Сол сәтте. Менде жаңағы ең жоғары статус, директор статусын көрдім ғой, маркетингті тыңдағаннан кейін. Сол кезде сол көзіме машина көрінді, 2,5 миллион теңге беріледі екен деді. Әрине ақша керек болды. Сол орындалды сол машина? Ол орындалды, әрине, тез орындалды. Иә. Сізде менде ең үлкен мотивация негізі үй болған. үй орындалды. Сізде Құралай ханым? Үй болған. Үй, 3 айдан кейін машина алу, Көлік алдыңыз. Яғни бизнеста бұл жерде ақша бар. Көп желі маркетингте, яғни рухани білімнен бөлек, негізі, бірақ экспертсіздер ғой сіздер желі маркетинг, яғни сіздердің айтуларыңызда сенетін болса, кез келген бизнес саласында, Басила ханым, сізде кәсіби мамансыз білім үйретесіз, сату. Сонда қарап тұрсақ, бір жағынан сіз, Басила ханым, сізде эксперт, сыни эксперт ретінде сіз қосылып отырсаңыз да болады. Қарап тұрсақ, сырт көзге қарасақ, енді желі маркетингта емессіз, бірақ желі маркетингтің эксперттеріне қарасақ, негізгі құндылық ол ұстаз, одан кейін ілім, одан кейін мақсат, кез келген салада кәсіпте болса, оның негізгі білімін, яғни ақшаны тауып қана қоймай, оны жұмсауды да үйрену керек деген сияқты білім болмаса, сол тұрғыдан сіз енді қалай, Басила ханым, қалай ойлайсыз? Бұл жерде жаңа қарасу рухани деп әңгіме бірыңғай сондай болып жатыр, бірақ қарап тұрсақ, ақша бұл жерде бар ғой енді. Ақша үшін не келдіңіздер? Сол ақшаға жеткізуді, ақшаға жету үшін бізде ұстаз болды ғой деп жатырмыз ғой. Иә. Бірақ келген кезде енді сіздер Роза ханымды көрген жоқсыздар ғой біріншіде. Келген кезде сіздерде мысалы Маржан ханым шақырды, сізді Маржан ханымдікі сізді Құралай ханым шақырды. Сөз не деп айтты? Осындай Роза ханым бар деп айтты ма, әлде ақша бар деп айтты ма бұл жерде сіздерге? Осындай керемет компания бар деп Құралай ханым маған үнемі WhatsApp-тан жазатын. Осындай Санива ашылды, келіңіз, маркетингмен танысып қайтыңыз деп. Мен уақыт болмайды деп үнемі артқа қарай ысырып негізі жалтарып жүретінмін, қашып жүретінмін. Содан кейін сол жаңа ғой, күндердің күндер сәт түсіп, солай өзім бардым негізінде. Барып сол Роза ханым сабағын тыңдағаннан кейін ары қарай сол мақсатым оянды. Яғни сіздерде қандай керемет мүмкіндік болған, тікелей компанияның негізін қалаушы, Роза ханым деп айтып жатырмыз, ол кісі негізін қалаушы Саниева Роза Қожахметқызы. Тікелей сіздер ол кісінің шәкірті болғаннан кейін. Басила ханым, сіз желі маркетингте істемесеңіз де, сіз сату саласында жүрсіз. Енді сонымен қатар неге басқа саладағы миллионер ханым, не болмаса неге басқа саладағы бизнес ледидің жеке менеджері болған жоқсыз? Неге Айжан ханымның қалай келдіңіз, бұл кісіге қалай жолықтыңыз деген сияқты, сонымен қатар Санива компаниясына қалай келдіңіз?
енді бұл жерде кәсіпте, мен білгенде бизнесте бірінші ақша маңызды орында тұрады. Егер сіз өзіңіз табыс көзін таба алмай тұрсаңыз, ешкімге табыс таптыра алмайсыз. Яғни өзіңіз базарда тұрып біреуге миллионер болу сөзін айта алмайсыз да. Енді бұрын мен басқа кісілермен жұмыс жасадым. Өзім Қытайда тұрған соң Қытайда кісілермен де жұмыс жасадым. Ол жерде мен өзімнің ұстазыммен де жұмыс жасағам. Бірақ Айжан ханымның тағы айтатын едім, ұстап қалатынына ақшадан да маңызды нәрсе бар. Ол болса адамгершілік. Бұл кісінің мен ұстап қалған адамгершілігі мен ақыл, ойы және білімі. Өте тамаша, яғни бекерден бекер жаңа Айжан айтып отқан жоқсыз, Роза ханымды көргеннен кейін ол кісінің бойындағы қасиеті менде де болсын деп, жаңа ұқсамасына ұқсап бақ демекші. Сіз уже мінекей Басила ханымға сол нәрсені беріп жатыр екенсіз. Яғни дұрыс. Енді бір байқағаным, көп желі маркетинг болсын, мен енді өзім экономистпін, сонымен қатар бизнесменмін ғой енді. Сонда кез келген жерде ақшаны дұрыстап жұмсап, дұрыстап тауып, және оны адал жұмсап үйренбесең ақшаның берекесі кетіп қалады екен де. Яғни сіздер енді алғашқы, енді бірден қазір 7 миллион алып, 6 миллион алып, 1,5 миллион алып кеткен жоқсыз ғой. Қанша уақыттан кейін сіз миллион чекке жеттіңіз, Айжан ханым? Сетевой бизнес, негізі осы Санива компаниясында алғашқы менің табысым 12 мың теңге болды. Бірінші тіркелгеннен кейінгі 1 айлық табысым. Аманнұр ханым озған екенсіз, 20 мың теңге. 12 мың теңге болды. Сол кезде мен Роза ханымға айттым, бізді шақырып алып, енді сіздерді марапаттайық, бірінші зарплата деді. Конвертке салды. Сосын мен Роза апайға айттым, Роза апай, мынаны мен бермей-ақ қойыңыз, маған шығармай-ақ қойыңыз деп, мен намыстанып тұрмын да енді. Сол кезде Роза ханым айтты, Айжан деді, сен қазір мынаған намыстанып тұрсың деді да, бірақ сен осыдан өтуің керек. Өйткені сенің нәпсің бағынбай тұр дейді да, бұл ақшаға. Сондықтан сен осыдан өтсең, сен осыдан өтсең ары қарай сен бұдан да көп табыс табасың деді. Сөйтіп жаңағы бірінші табысымды 12 мың теңге деп марапаттап, кәдімгі командамның алдында солай берді, марапаттады. Енді бұл табысқа жету үшін басында ең бірінші мен тек қана адамдарға өнімді ғана таныстыра бердім. Менің ниетім басында адамдар осы өнімнен жақсы болып кетсін, нәтижелі болсын, ем болсын деген ниетпен мен таныстыра бердім. Мен сол ниетіме қарай тек қана денсаулық үшін адамдар келе бастап, мен оны өзім де білмеген, енді ойдың құпиясы деген білімді енді жаңадан үйреніп жүрген кезіміз. Содан бір арада 2 жыл өтті, команда құрам, адам тіркейім, келеді, бір рет өнім алады да, денсаулығын жақсартып алып, рахмет деп жоқ болып кетеді да. Содан мен Роза апайға айтамын, Роза апай, неге менде команда тұрақты құрылмай жатыр, неге адамдар келеді кетеді дегенде, соны айттым, Айжан, сен ниетің қандай, бастапқы саған қайта ниетті жаңарту керек деп. Содан мен ойлап отырсам, мен адамдар тек қана келіп емдесін, денсаулығы жақсарсын деп қана ойлайды екем. Олар келіп осы жерден табыс тауып, олар арман мақсаттарына жетсін деп мен ойламайды екем да. Тек сол бір ниетпен ғана жүріп, мен сол ниетіме қарай сол адамдар келеді, денсаулығын жақсартады, ары қарай болды, кетеді. Содан мен қайтадан ниетімді жаңартып, қайтадан жаздым. Менің командама ойы таза, ниеті таза, мақсат айқын, миллион табыс тапқысы келетін, ақшаны жақсы көретін, денсаулығын да емдейтін, және осы компаниядан табыс тауып, армандары орындалатын адамдар келіп бизнес жасап жатыр деген ниетімді жаңартқаннан кейін бастап, менде жастардан да команда құрыла бастады. Сондай мақсаты айқын, табыс тапқысы келетін, бізге де үйретші, бізде ақша табайықшы деп сондай команда келе бастады. Содан кейін барып, мен команда құрғаннан кейін барып, мақсаты бір адамдармен бірге біріккеннен кейін барып, менің табысым өсе бастады. Яғни алғашқы 1 миллион чекті сіз 2 жылдан кейін алдыңыз, 2 жылдан кейін алдым. Одан кейін бірақ қазір сіз енді желі маркетингте айына 7 миллион алып отырсыз. Енді қазір сіз алғашқы тапқаныңыз 12 мың теңге бір айда, Ал сіздерде қазір тіркелген, яғни компанияға сіздерге серіктес болған адамдар бір тіркелген кезде қанша алады? Қазір бізде 150 мың теңге бизнес пакетке қазір бір адам тіркеледі, кабинет арқылы, сайт бар білесіздер. Сол бойынша тіркелес, 1 сағаттан кейін бірден 24 мың теңге алғашқы табыс болып түседі. Яғни бір ай күтіп отырудың қажеті жоқ. Бір ай күтпейсіздер. Статус бойынша. Ал енді мысалы менің статусым бойынша, енді жаңадан келген серіктес келді, бір адам тіркеді, ол 24 мың теңге бірден 1 сағаттан кейін оның счетына түсіп тұрады. Ал классик пакетке тіркесе 8 мың теңге қалтасынан түседі. Енді менің дәрежем бойынша мен 150 мың теңгеге бір бизнес пакетке бір адам тіркесем, маған уже 44 мың 400 теңге түседі. Бір адам. Сонда мен 15 күнде бір 10 адамды командама шақырып отырсам да, маған 500 мың теңге таза түсіп отыр. Командадан бөлек деген сөз. Керемет. Аманнұр ханым, сіздің алғашқы миллионыңыз? Мен
ең алғашқы миллионды жақындап барып жұмысымды тоқтатып қойған сәттер болды белгілі себептермен. Мынау сетевой бизнесте екі түрлі жағдай болады екен. Сетевой компанияларда көбінде жаңағы күйіп кетеді бал. Жинап келе жатқан уровеньнен уже құлайсың істемесең деген сияқты. Или болмаса уақыт беріп қояды да, бір айда осындай бонус жинамасаң, жаңағы PV жинамасаң құлайды. Сондай болды да, мен бұдан бұрын студент кезінде жаңағы атын айтпай ақ қояйын, бір компанияда жұмыс жасап көрдім да, өзім тәжірибе қорытындап. Енді айдың соңына дейін бір сыйлыққа жетейін деп жатқан кезде уже каталог жабылды дейді ғой. Сол кезде уже күйеді екен да, ана сыйлық екінші уровеньға жетіп тұрған болсам да. Қайтып нөлден бастайсыз деді ғой. 3 рет құлағаннан кейін айналайын рахмет сетевойына да бәріне де деп қош болып кеткем. Кейін осы Санива компаниясына келгеннен кейін бір ғажап дүние. Алғашқы табысым миллионға бірден жете қоймадық әрине. Себебі мен өнімге келіп тұрмын ғой, сатуды бастап кеттік деген сияқты. Команда құра алмай жүрдім. Командама келген кісілерге жұмыс жасата алмай жүрдік, тәжірибе жоқ. Белгілі себеппен 2 жылдан кейін мен жұмысым рискі тоқтап қалды. Семьялық жағдайларға байланысты, ата-анам өмірден өтті деген сияқты бизнеске ешқандай желание болмай қалды да. 2 жыл мүлде жұмыс жасаған жоқпын. 3-ші жылы қайта айналып келіп жұмыс жасасам бола ма екен десем, сол келіп тұрған PV-ім жинақталып тұр. Еще бір статус жауып шетелге шығуым керек болған. Статус жабуға аз қалғанда тоқтатып қойған екенмін да. Келдім де резко жалғастырып, сразу жаңа 400 мың чекке шықтым. 400 мың теңге. Жоқ, зарплата тоже 400 мың шықты, и сыйақы жаңағы статусты жаптым. Ол 400 мың теңгені тоже алдым. Сонымен өмірімде бірінші рет 800 мың теңгені ұстап Алматыдан алып қайтқан сәтім болды. Енді ол сезімді айта алмаймын. Ол сезімді айта алмаймын шынымен де. Өз болғалы дейінші. Жаңағы ай сайын мемлекеттік қызметте 300 мыңға дейін ақша алған кезім болған шығар, бірақ 800 мың теңгені бірінші рет. Примерно компанияны 3 жылдан кейін, осыдан 5 жыл бұрын 800 мың теңге чек алған екен. Ол кезде декретте болдыңыз, иә? Декреттік демалыстамын. Пособие қанша еді ол кезде? Пособиеміз 40 мың теңге. Ол кезде жаңағы мен қызметтен 200 қанша есе? 20 мың теңгемді бәленбай еселедім. Бұл жерде менің жақсы табысты табуға, ұмтылуға бір себеп болды. Менің қайнатам, өзі де көріп жатса мойындайды деп ойлаймын, атам. Былай айтты: балам, сен күні-түні телефонда сарнап сөйлеп жатсың, ол сатып жатқан өнімдеріңді сен өзің шығарып отырған жоқсың, білмейсің ғой. Былайша айтқанда өтірік ақпарат беріп қойма адамдарға. Екіншіден, маңдайыңнан бір тамшы тер шықпастан тапқан ақша қалай болады екен? Мен сенбеймін деді. Қолыңа күрек алып топырақ күремегесін айтпа ақшаңды деді. Сол кезде мен айттым: ата, қолыңызға қанша сума әкеп салам, көресіз дедім да. Өзім содан күш алдым, жігер алдым, намыс алдым. Сол кезде кішкентай баламен жүріп, айына 100 мың теңгеден ақша жинауды бастадым. Айына 100 мың теңгеден реальный ақша көрмегем оған дейін. Ақша жинадым. Бір сәтте атамыз қажылыққа барып келді да, енді енем ол кісінің енді ойды тарту құпиялығы өте керемет деп айта аламын. Қазір білімін игергеннен кейін енем айтып отырып та, пенсиямды жинап мен де бір қажыға бармасам деп сөйтіп айтты да, ана кісі енді әзіл ретінде болса да. Сол кісінің қажылыққа баруына үлес қосқым келді. Сразу сол ақша келіп тұрды менің қолыма. Бір жағынан жаңағы намыс бар. Сонымен не керек, мен 700 мың теңгені 7 айда жинаттым. Өмірімде 700 мың теңге жинап бастадым осы Саниваға келгенде. Сол кезде барып, атам телефоннан звондап: ата, мен ақша жинадым осындай деп звондап жатырмын ғой. Сосын: ой балам, өркенің өссін, не деген керемет андағы компанияң, не деген жұмысың жақсы деп ана кісі деген мүлде ойламады. Енді ондай табыс табады деп ойлаған жоқ. Сонша жүргенде бір айына бір 30-40 мыңын алып жүрсе де болды деп ойлапты. Сонда ең алғашқы миллионға жақындаған суммаларды сол осыдан бір 3-4 жыл бұрын алып тастаппын. Яғни компанияға келдіңіз, келдім, 2 жыл тұрып қалып барып, қайтып 3-ші жылы кірістім. Алғашқы миллионды 2 жылдан кейін таптым. 2 жылдан кейін таптым, иә. Айжан ханым да 2 жылдан кейін алғашқы миллион. Құралай ханым, сіз алғашқы миллионыңызды қай кезде, қалай таптыңыз, не үшін таптыңыз ол ақшаны деген сияқты әңгіме ғой. Шынында да қызық. Мен алғашқы миллионымды осы негізі бір басында арзан квартирада тұрдым. Жалдамалы ма? Жалдамалы. Содан жаңа компания президент айтады ғой: уақытта не қылып тұрып жатсыңдар, срочно ауыстырыңдар деп. Содан элитный районадан квартира тауып 200 мың теңгеге. Алғашқы квартира 80 мың болды ғой.
қай кезде 200 мың теңгеге квартираға көштім. Сол кезде мен табысымды өсіріп алғашқы миллионды тапқан болатын. Қанша уақыттан кейін ол? Шамамен 2 жылдан кейін болды. Иә, 2021-де ғой. Яғни 2 жылдан кейін жалпы айтқан кезде қарап тұрсақ 2 жылдан кейін компанияда тұрақты миллионнан бастап ары қарай өсіруге болады екен, Иә. Жақсы, керемет. Енді жалпы осы CTO маркетингті, MLM бизнесті негізгі ұстанатын біз енді көрермендерге, сонымен қатар енді бизнес жасайын деп жүрген адамдарға қандай нақты бұл бизнесте дағды бар? Яғни ұстанатын не? Мысалға сіздер көп жағдайда, Басилия ханым, енді сіз бизнестерді көріп жүрсіз, CTO маркетингті жаңа сіздердің айтқандарында көріп отырмыз. Ол компаниядан жаңағыдай 3 рет статус жапқанда дәреже жаппасаң кетіп қаласың, енді жетейін деп жатқан кезде ақшаң бермей қояды деген сияқты әңгімелер жаңа кетіп жатыр. Бірақ енді сіздерді міне 8 жыл деген аз уақыт емес. Иә. Былайша қарап тұрсаң, бір адамның ғұмыры деп те айтуға болады. 8 жыл бойы осы жерде сіздерде не ұстап тұр сіздерді? Бұл компания енді 7 миллионнан бөлек дейікші енді. Ақшасы бар, 1,5 миллион теңге, 6 миллион теңге тауып жатсыздар, машинаңызды алып жатсыз, үйіңізде, енеңізде қажылыққа жеп жатсыз. Енді не ұстап қалды? Не ұстады сіздерді? Және де сол бұл компанияда сіздерді ұстанатын негізгі 3 нақты дағды, яғни 3 нақты қағида. Осында 2 сұрақ бірден қойып жіберейінші сіздерге. Нақты айтып жіберсеңіздер. Жалпы мені ұстап тұрған, тіпті осы күнге дейін әлі ұстап келетін, ол ең басты қағида. Қазақта мындай сөз бар ғой, бір күндік ұстазға 1000 күндік сәлем деп. Яғни мені осы жолға әкеліп, осы сетевой компаниядан бастап, мен қолыма қалам алып, мектепте енді бізге қат танытқан, бірінші әліппені үйреткен ұстаз болса, екінші осы кәсіпте менің арман мақсатымды оятып, маған жазу техникасын үйреткен, армандарды жазу арқылы, ойлау арқылы 20% әрекет жасап, 80% ғана ойласаң армандарың орындалатын, осы керемет құндылық білімді үйреткен әрине менің ұстазым Роза ханым. Сол кісінің білімі, ілімі, құндылығы, адамгершілігі, мейірімділігі, адамдарға болсын деп тұратын ниеті мені ұстап отырады әрқашанда. Сондықтан сіздің жетекшіңіз, ұстазыңыз. Жетекшім, ұстазым, Сол кісіге мен екінші анам ретінде қабылдаймын, және өмір бойы ұстазым деп қабылдаймын. Сондықтан ол кісінің білімін мен жалықпай ала беремін. Бұл бірінші ұстаным. Және бұл жерде жалпы мен өзі тұрақтылықты жақсы көремін. Көптеген сетевиктар бар, бір компанияға келеді, командасын артынан ертеді, адамдарға ақша салғызады, өтірік мақтап, айтып, өзі ғана біраз ақша табады да, өзі де жетіскеріспейді негізі ол адамдар. Жай ғана ақшаны аз ғана табады да, ол жердің дәмі кеткен соң, келесі бір компанияға секіріп кетеді. Сөйтіп ол артындағы ерген командасы, олармен еріп 1 тозады, 2 тозады, одан 3 реттен кейін ол не адамдарға, командаға сенімі жоқ, не компанияға сенім жоқ, не өз тапқан табысы жоқ, сонымен бір жол ортада қалады. Қазірге дейін әлі бар енді, сондай адамдар енді командамыздан кетіп қалған көп болды. 8 жылдан бері көп бәрін көрдік деп айтамыз. Біреулер кетеді демекші. Сол кезде енді сол адамдар әлі күнге дейін әлі арман мақсаттары жоқ, әлі сол жүрген қалпында әлі тұрақсыз күйде жүр. Сол себепті тұрақты тамшы тас жарар деген сөз бар ғой. Бір нәрседе тұрақты табандылық еткен кезде ғана нәтиже болатынына сенемін. Сондықтан мен командамда осы күнге дейін сондай тұрақты болуға, табанды болуға және еңбекқор болуға тәрбиелеп келе жатырмын. Жақсы, бұл 2 болды. Енді үшіншісі? Үшіншісі ақша десеңші. Әрине ақша. Өйткені біздің компанияда қазір бәрі бар. Санива компаниясы бай дәулетті компания деп айтсақ болады. Өйткені Қазақстанда қазір номер 1 компания болып тұр, және халықаралық деңгейдегі компания. Яғни ешқандай сетевой компания бұндай өзгерісті жасап көрген жоқ. Бізде Қытай мемлекетінде міне 2 жыл болды, 2 жыл әлі болған жоқ, 2 жылға жетпейтін уақыт ішінде 100 лидерді сахнаға шығардық. Яғни компанияның ашылу салтанатында біз тек қана ол кезде бір 20 шақтыға жетпейтін алғашқы серіктестерді сахнаға шығарып марапаттасақ,
бір жылдық мерейтойда былтыр үрімжі қаласында сіз болдыңыз, куәсі болдыңыз. Әрине Басила ханымның кәсіпке жетектеу маманы ретінде, сату маманы ретінде, енді Басила ханым еңбегінен бөлек қарауға болмайды. Сондай бір береке бірліктің арқасында Санива компаниясының Қытай мемлекетінен біз 80 адамды 3 айда статус жаптырдық. Алғашқы табыстары сақанада 2,5 миллион теңге алып шықты. Көрдіңіз Бұлбұл ханымды. Өзінің коттедж үйімен шықты. Бір жыл ішінде. Машинасымен шықты. Су жаңа салон Toyota маркалы машинасымен. Және арғарай 600 мың теңге, 500 мың теңге шектермен, саяхаттармен бізде 20 шақты серіктес, 60 мың теңгемен бізде 30-дан астам серіктес, сондай марапат алып шықты. Сонда жаңа мен мысалы үшін миллион теңгеге 2 жылда жетсем, ал біздің ізімізден еріп жаңадан тіркелген бір-ақ жыл болған қазіргі мен командадағы серіктестер миллион теңге емес, қазір 2,5 миллион теңгеге 2 жыл уақытта жетіп, даже тіпті коттедж үйін алып, машинасын алып үлгеріп жатыр. Енді бұның барлығы компанияның маркетинг планының өте тиімді және өте жеңіл арқасында. Өйткені адамдарға берері, серіктестерге берері өте көп. Сонымен бірге соңғы бір жыл ішінде жаңалықтар өте көп. Компанияда жаңағында интернет магазин іске қосылды, біздің жеке кабинет ашылды. Ол жерде қазір мен телефон қараймын, мысалы үшін 398 теңге түсіп тұрады. Оның бәрі қандай? Жаңағы 3% бонус, яғни тікелей команданың жай ғана интернет магазиннен жасаған саудасынан түсіп отырады. Яғни мен армандайтынмын, қандай да бір ұйықтап жатсаң ақша түсіп жататын сондай бір кезге жетсек деп. Шынымен қазір соған жетіп жатырмыз. Ұйықтап жатсаң да сол сервис айналып жатыр. Компанияның жасап қойған сол керемет жүйесінің арқасында қазір телефонға қарап отырып қана ақшаны көріп отырасыздар. Яғни ұйықтап жатсаңыздар да сіздер жаңағы приложение, яғни ұялы телефонға арналған құрылғыда ұйықтап жатсаң да ақша түсіп жатады, түсіп жатыр қазір. Енді соны көбейту керек болып тұр. Яғни сіздің негізгі дағды бұл бірінші ұстап қалған сізді компанияны әлі күнге дейін істейтін Роза Қожахметқызы, одан кейін екінші тұрақтылық, үшіншісі әрине бұл жерде ақша, компания даму деген сөз ғой. Басында сіздер айына ғана алатын едіңіздер, одан кейін 15 күн сайын алатын, енді 1 сағат, енді қазір қарап тұрсаңыз, ол да ақша ғой, бонус деген. 1 минут. Минут ұйықтап жатсаңыз да ақша өте керемет. Аманнұр ханым, сізді енді 2 жыл тоқтап қалғаннан кейін де қайтып келу үшін не себеп болды сізге? Не ұстап тұр бұл жерде сізді деген сияқты? Мен бұл компанияны тоқтағанда ешқайда кетпедім, ойым осында болды. Неге дегенде бұл компанияда мені бірінші ұстап қалған нәрсе, менде де тұрақтылықты өте жақсы көрдім. Бүгін бір компанияны айтып, бүкіл елді сендіріп, командаға әкелгеннен кейін үлкен жауапкершілік арқалайсыз. Өзіңіздің табысыңыз емес, сол келген кісінің табыс табуы өте маңызды. Сол ұстанымда болдым, азды көпті табыс тапқан кез келген кісі маған рахмет айтады деп ойлаймын. Қандай тұрақтылықпен, табандылықпен осыған жетіп жатқаныма разы болады, және өздерінің сол осы компанияға шақырғаныма риза болады көп адам. Екіншіден мен ұстаған дүние жаңағы тапқан табыстың берекеті. Мен бір керемет миллиондап ай сайын тұрақты түрде миллион тауып тұрмын деп айта алмаймын, өтірік айтуға болмайды ғой. Кейде жұмыс жасамаған айларда командалық сетевой бизнес қана түсіп қалатын сәттер болады. Мысалы мен сол 2 жылда жатқанда айтпақшы ешқандай тиынсыз қалмадым, тағы да жаңағы 20 мың өзінің армандаған 20 мыңы баяғыда түсіп жатады ол кезде. Өйткені командадан түсіп жататын азды көпті табысымыз бар ғой, сетевой бизнес. Сол ұстады. Бірінші тұрақтылық болса, екінші сол аз болсын, көп болсын табысының берекеті бар екенін білемін бұл жерде. Үнемі айтам, бір жаңа ағаштың тамыры, діңі неден тұрады, жуан бола ма, қандай болады, соған байланысты ағаштың көркеюі деп. Яғни менде де сол компанияның жаңағы руханияттан тұрған тамырына сенімдімін да. Діңі мықты, көркем, жапырақ 100 жыл жаятын кереметтей бір бәйтеректің бір жапырақ екенімді білемін да. Содан қол үзе алмадым. Және де сенім бар болып тұр осында. Енді бір дүние, мен өзім тағы да сол берекетке келеді. Өмірде шетелге шығып көрмедік. Мүмкін осы компанияға келмесем, шетелді армандаумен ғана қиял болып өтіп кетермеді деймін да. Мен өткенде айтып жатырмын ғой. Мен тұрған балалық шағым өткен ауыл қаладан өте алыс болды. Алыс болғандықтан болар, қазір сезініп жатырмын ғой, біздің төбемізден ұшақ ұшып өтпейтін. Ұшса енді бір айына, жылына бір инедей ғана болып бара жатқан ұшақтың түтінін ғана көреміз. Сіздер жақта қалай екенін білмеймін, мен жақта енді өте алыста болғандықтан шығар, дыбысы естілмейді, бірақ тек қана көріп қаламыз да, иногда ойнап жүргенде. Сол кезде армандаймын да, анау ұшаққа адамдар отырды дегенді көзбен көру керек еді деп.
Сонымен Қазақстанға ең алғаш келгенде 15 жас баламыз кішкентай. Түнде гүрілдеген дауыс шықты, далаға шығып қалсам ұшақ жақыннан өтіп бара жатыр да, ана қанатында бір жарық деп кетіп бара жатыр ғой. Жарық, ана жарық деген жақыннан көру керек еді, ол қай жерінде жанып барады, жаңағы поворот беріп бара жатыр ма деген сияқты ой кетті ғой балалық. Сол кезде бірінші рет ұшаққа міну туралы мотивация маған пайда болды. Қайтсем де ұшаққа мінсем, шетелді көрсем деп. Сол кезде менің балалық шақтан көрмесем де армандаған бір қалам болды, бұл Турция. Құдайдың қалауымен осы компаниядан ең алғашқы жаңағы жоғарғы менеджер статусына ол кезде менеджердің ақшасы 350 мың теңге ала салдым да, мен айттым ғой, бірден Түркияға барам дедім. Алланың қалауымен бәрі қабыл болды. Осыған дейін 3 мәрте шетелге саяхат және 2 мәрте тағы саяхат жолдамам бар, Аллаға шүкір. Сонда ұшаққа енді өткенде бір досымыз айтып жатыр да, сен обедті Ақтаудан завтракты шетелден жүре беретін болыпсың, ұшаққа мінген, жаңа таксиға мінгенде де жеңіл болыпты ғой деп жатыр да. Ол да болса шүкір осы жерде жұмыс жасағаныма арқасы деп ойлаймын. Және де мені ұстаған тағы бір дүние, сол шетелге кетіп бара жатқан сәтте бір компанияда жұмыс жасап жүрген лидері мені бизнеске шақырды. Именно сол Түркияға кетіп бара жатқан жолда. Шақырмас бұрын ең бірінші қарыз сұрады менен, короче. Қарыз сұрайды, кездесейік деп. Сонымен кездестім, кетіп бара жатып осы Алматыға келгем. Кездессем, сөзіміздің төркіні қарыз сұрауға келіп тірелді. Мен шетелге саяхатқа кетіп бара жатқан адамнан қарыз сұрай отырып бизнеске шақырды ол кісі. Сол кезде жаңа Басила ханым айтып жатыр ғой, сен базарда тұрып жаңа миллионердің әңгімесін айта алмайсың деп. Мен бірден түсіндім. Ол кісіні наоборот мен шақырып отыруға тиісті орында тұрмын. Айтатын әңгімеміз ауысып кеткен. Сонымен мен ойладым, мен неге осындай жағдайда жүріп, мен неге бизнеске адамдар шақырмасқа деген бір ой келді да, содан бастап сенімділік пайда болды. Жаңағы больницаның врачтарына, бас врачына, больницаның бастықтарына кіріп кетіп, ақпарат бере алатын қорқынышын жеңген сәтке себеп болды. Содан бастап жақсы жұмыс жасайтын шығыс клиникалармен жұмыс жасадым көбіне, лабораториямен де жұмыс жасадық, өніміме сенімділігім тіптен арта түсті. Ары қарай сол үшінші себеп өнім. Ұялтпайды ешқашанда. Тамаша. Яғни ұсынып отқан өнімдеріңіздің халыққа пайдасы деген зор екен. Ұшан теңіз деп айтуға болады. Себебі сіздердің MLM бизнесте қазір ол тақырыпқа да тоқталып өтеміз. Құралай ханым, сізде не үш негізі қағидаңыз жалпы компанияны қазір алған машинаңыздан бөлек, алған үйіңізден бөлек, енді ол сірә тағы не ұстап қалды, 8 жыл тағы да айтып өтейін, аз уақыт емес. 8 жылда 8 жыл сайын компаниялар ашылып жабылып жатады. Бірақ компания 8 жыл өмір сүреді. Соның енді мына сіздер эксперт, лидерлер, көшбасшы, миллионерлер ретінде сізді не ұстап қалды бұл компанияны? Енді бірінші мені Санива компаниясында ұстайтын сол орта білім жүйесі, қолдау, әрине компания президенті Санива Роза Қожахметқызы. Ол кісінің қолдауы, жетелеуі, қандай жағдай болмасын, тек қана ақша тап демейді ол кісі. Мысалы, отбасылық жаңағыдай жағдайлар болса да әрқашанда қолдайды. Мысалы, мен денсаулығым ауырып қалған күндерім болды сол кезде. Мені қолдап, осы ойдың құпиясы арқылы мені осындай халге жеткізді десем де болады енді. Неге айтпасқа? Әрқашанда сені қолдайтын, сені алдыға жетелейтін ол ұстаз, орны бір бөлек ұстаз ұстайды әрине. Және бізде ұйымдастыру жағынан әрине ол да мені ұстайды, өйткені біз үшін қай жаққа барып презентация өткізсек те, мысалы Біржан мырза, сіздің қолдауыңыз бар, спонсорымның қолдауы бар, командамның қолдауы бар, Әртеу бір орта ол да қолдап ұстап тұрады меніңше. Өйткені бізде орта бар. Қорықпайсың да, жалғыз өзің барып жасамайсың. Өйткені сен үшін бәрін жасап береді да. Мысалы, Ақтау қаласында форум өтті, компания өзі ұйымдастырып, бәрін жасап. Тек біздікі сол команданы шақыру, сахна айту, сыйлық беріп, гүл беріп қайту, әдемі көйлек киіп шығу, қалған бәрін Біржан мырза мысалы ұйымдастырып, ол жақта. Сосын екінші мені ұстайтын шексіз табыс маркетинг план. Мен ешқашан осы компанияға келгеннен кейін бір компанияның несін
изучать етпеппін, тауып жатыр деп естісем де, бірақ мен біздің компанияның маркетингіне қазіргі ойлап тапқан интернет дүкеніне айта алмаймын енді. Шексіз табыс, ұйықтап жатсаң табыс, түсе беретін табыс, командадан түсетін табыс, топ бонус, директорский бонус, осы мен қатыстайды тұрақтылық. Компанияда өсу, бұрында тоқтап қалмайсың, өсу бар да, өсіп отырасың. Сосын төмен түспейсің, тұрақтылық деген болады жаңа. Сен мысалы біздер енді жан жақта жүреміз ғой, мысалы бір қарасаң Ақтөбе, бір қарасаң Ақтау, одан кейін арасында демалмамыз, бірақ сонда да саған табысың түспейді да енді, Алланың шүкір етіп кетесің да. Осындай компанияны жаратқан, бізге берген Аллаға алғысым шексіз, және компания президенттеріне алғысым шексіз. Әр халқым, қазағым бай болса екен деп, сондай бір керемет ниетпен ашып отыр да бұл компанияны. Сондықтан да енді бізді естіген адамдар қазір келіп жатыр. Бұл жерде білім жүйесі бар, бұл жерде табыс көзі бар, өсу бар, өну бар, орта бар, шексіз табыс деген ол. Сен мысалы миллиардтап табыс табуға болады бұл компанияда. Просто бір кейбір кезде өзіміз жалқауланып кетеміз. Бірақ мен деген бір кездесуде болдым, өтірік айтпаймын. Сонда қаншама бір нені ұстап тұрған, бір ненің мен табысым осындай деген кезде деп мен сол кезде шүкіршілікке келген болатын. Өйткені біздің табысымыз тұрақты да, қомақты, тұрақты және күндік табыс. Біз аны есептеп отқан жоқпыз. Бізде анау жаңағы сайт арқылы түсіп отқан ақшаны айтып отырмыз ғой. Ал бізде жаңағы үздіксіз тікелей сатылымдар болады ғой. Мысалы күнде заказдар өзінен өзі түсе береді. Мысалы бізде ол TikTok-тан, YouTube каналдан, жаңағы Instagram-нан, группалардан, жан-жақтан, статустан адамдар хабарласып, мен бір крем алсам бола ма, 2 крем алсам бола ма, 5 крем алсам бола ма деп. Яғни кремнің өзіне бізде сұраныс көп та, биокреміміз атақты. Яғни ол біздің статуспен ол үлкен ақша мысалы. Ал жаңадан келгендердің өзіне компания 40% беріп баған ғой. Өте керемет. Яғни қарап тұрсақ, 3 дағдыға қарасақ компанияда тұрақтылық, және әрдайым жаңалық, және де білім жүйесі бар. Яғни сіздерді жетелейтін, жол көрсететін басшыларыңыз бен жетекшілеріңіз, және әрқайсысы өздеріңіз бір-бірлеріңізге қолдау, яғни жаңағыдай жалғыз батыр соғыс алаңында батыр болмайды дейді ғой. Сондықтан жаңағыдай бір-бірлеріңізге қолдауларыңыз, команда сервис, яғни қызмет көрсету. Осы жерде Басила ханымға сұрақ қойғым келіп тұр. Сіз сату мамансыз, кәсіби мамансыз. Енді әлеуметтік желі соның ішіне тереңдетілген сатылу. Енді желі маркетингта әлеуметтік желі қажет па? Яғни сату әлеуметтік желі арқылы. Әлде қажет емес па, жаңағыдай дорба арқылап көшеге шығып жүріп сатқан әлеуметтік желі дұрыс па, әлде дұрыс емес па? Әлеуметтік желі қажет. Өйткені қазіргі таңда адамдардың барлығы кішкентай баладан кәріге дейін осы сіздер не дейсіздер? Телефонда отырады, көре алады сіздер жаңалықты. Одан кейін әзіргі таңдағы әлеуметтік желінің дамуы соншалық, сіз әлеуметтік желіде сізбен өзіңіздің телефоныңызбен өзіңіздің аралығыңыз 20 см болса, қарсыңыз дәл сондай аралықта көргеннен кейін сізге деген бірден сенімі артуға болады. Бұл бірінші құпиялықтары. Ал енді екінші құпиялығында бүкіл ақпараттың барлығын әлеуметтік желіге салып қоятын болсаңыз, қарсы жақ көп энергия жұмсамайды. Сол арадан көреді және басқалар берген сіздерге пікір аймағына жазған жазуларды бірден оқып сізге сенім артылады. Енді үшіншіден, адамдар өзінде болған жақсы, ең керемет нәтижелермен бөлісіп жатады. Қазір 3 ханымның несін көріп кәдімгідей сабақ естіп жатырмын. Өзіңізге рахмет. Дәл осындайда көргеннен кейін адамдар мен де болсам екен, мен де жесем екен, мен де байысам екен дейтін кісілер міндетті түрде келеді. Енді бұл жерде мен айтайын, Санива компаниясына және айта кетейін. Бірінші мен Айжан ханымға танығаннан кейін, екінші сізбен таныстым. Үшінші Нұржан мырзалармен, сосын Роза апайдың сабағында болдым. Бұл жерде менің бір білетінім, сіздерде жауапкершілік бар.
компанияда бірінші жауапкершілік бар. Екінші, ақша жақсы түседі. Ақшаны жақсы табуға болады. Енді еңбек етпей, майын шалқамнан түсіп ақша табам деуге келмейді. Өйткені көптеген кәсіптестер сұрайды, неге Айжан ханымның несі табатын ақшасы жоғары, неге бұл кісінікі жоғары, неге біздікі емес дейді да. Өйткені бұл кісілер 8 жыл деген бір адамның жастық көктемі. Осыны құртып отырып осында жұмыс жасады ма, әрине бұл кісілер бұл кәсіпке, бұл табысқа лайық. Ал енді келетін кісілер, сіздер тек қана табанды болсаңыздар, бұл кісілерден де өте тез табуға болады. Яғни жаңа тірі не дәлел сіздің командаңыздағы Бұлбұл ханым, Сағира ханымдар бар. Сағира ханым және Тоқтаугүл ханым бар. Тоқау ханым көп Тоқау ханым, Елнұр ханым бар, Шынар ханым бар мысалы. Миллионерлер көп екен. Жаңағы айтқандай мен енді сіздердің деп қойып, компанияда бұл компания бөлек адам емеспін ғой енді. Бұл да біздің бірден бір бағыты, енді подкаст жүргізіп жатырмыз. Бұның бәрі не үшін енді адамдар көрсін, адамдар білсін, осындай керемет эксперттер бар екенін, яғни бір саланың нағыз кәсіби маманы ретінде сіздерді қазір халыққа таныстырып жатырмыз. Өйткені сіздер жеке парақшаларыңыздан біледі. Енді қазір көп адам біледі, тіпті енді шекара жоқ. Неге Қытай мемлекетінен шекара асып сіздер танып жатыр да. Енді осы көп жағдайда адам мысалға былай ғой, сіз футбол ойнағыңыз келсе, кімге барасыз? Футболдың маманына барасыз ғой. Ән айтқыңыз келсе, әннің кәсіби маманына барасыз. Енді адамдардың көп жағдайда қателесетіні, мен өзімде білетінім, бизнеспен, сетево маркетингпен, MLM-мен айналысайын дегенде біреу ұсынса, кімнен сұрайды барып ақылды? Үйінде отырған ата-енесінен сұрайды, досынан сұрайды. Ол адам істеп көрмеген адам, оны не айтады? Не қыласың дейді. Өйткені оны ақпарат толық емес. Ол адам толық білмейді бұл бизнестің қандай осылай айына миллиондап табуға болатынын білмегендіктен көп адам тура жолдан жаңа айтқандай рухани байлықтың, жаңа матери байлықтың керемет ортадан тайып кетіп жатыр. Сондықтан сіздердің осылай айтып жатқандарыңызды мен де тыңдап отырмын. Қанша жерден кәсіби мамансыздар ғой, кәдімгідей сіздер үлгі тұтатын, қарасаңыздар нағыз осы MLM бизнестің сетево маркетингінде ашықтап айтқанда MLM бизнес деп айтады, сетево маркетинг, көп желі маркетинг. Енді осы жерде кәсіби маман деп жатырмыз. Көп адамның тағы да бір қателесетіні, сіздерге мынандай сұрақ қойғым келіп тұр да, енді қаржылай пирамида деген бұл сіздердің компанияларыңызға сондай ма, әлде ондай емес пе бұл компания? Яғни Санева компаниясы пирамида ма, пирамида емес па? Енді бұдан бұрын мен бір сетевойда жұмыс жасадым деп айттым ғой. Сол жаңа есіме түсіп отыр да. Студент кезімде негізінде мені сондай бір пирамида компанияға шақырған. Бір сағатын таныстырады, бір ғана өнім таныстырады. Ол кезде студентпіз енді осы. Алматы қаласында жаңа оқып жүрген, әйтеуір бір үйге алып барды, көрсетті, бірақ осындай ақша саласың. Сол үйге бардым, бір этаж үйге кіргізді, бір шағын бір бөлмеге. Бәрі студенттер толып жүрді, енді есіме түсіп тұр, ұмытып кеттім ғой. Сонда айтып жатыр да, осындай сағат бар. Бір сағатты ғана көрсетті, есімде сол алды да. Енді бұл сағатты алу үшін не істеу керек десем, сен өзің артынан тағы да осындай адам шақырасың, осы сағатты осы ақшаға сатып аласың деді. Ол кезде стипендиямен жүрген, менде қайда ақша болсын. Содан мен ойландым да, жоқ деп кетіп қалдым да. Ал одан кейін мен жаңа сетевойда істеген кезде, жаңа сіңлімнен қарыз алып, жолдасын білдірмей деген кезде 500 мыңнан артық ақша құйдым. Сол кезде ол жүйе бинар болды. Екі аяқпен бірге жүретін деген сондай система бар екен. Бинар маған айтты, сен 2 адам әкел деді. Болды. 2 адаммен жатасың, шалқаңа түсіп, ақша өзі келеді деді. Содан мен 2 адам алып келдім, шыны керек. Бірақ сол 2 адамның артынан сен тоқтамай адам әкелуің керек екен да. Содан мен бір команда жүрді шынымен де. Бір келді да, бір кісі апа тіркелді да, сол тоқтағаннан тоқтады, қозғалмады. Қанша қозғалайын десең, мына жақ жүрмейді, мына жақ жүреді. Сонда ақсап қалған 2 аяқ сияқты тұрасында, ана екеуі соғылмайынша саған ақша түспейді ғой. Бірдей болу керек. Бірдей болып, бірдей жүру керек та. Адамдар ойлайды, негізінде жаңағы бинар, ойбай келе қал 2 адам шақырасың. Болды, басқа жұмыс жасамайсың дейді да. Сөйтіп шақырып алады. Ал сол 2 аяқ соғылыспайынша, ана 2 команда тең алып жүрмейінше, сенің энергияң, уақытың, нервің, денсаулығың құрып бітеді да. Сосын мен жаңа 2 ай күндіз-түні жүгіріп, бала көрмей, үй бетін көрмей 80 мың теңге тапқан кезімде, баламды қарайтын нянканың ақшасын таппай қалдым. Содан кейін мен
ана сол сетевойдан түңіліп кеттім да. Сол бинар деген система енді есіме түсіп тұр. Енді жаңағыдай пирамида, бинар деп қоямыз. Адамдар көбінде шатысады да. Өзінің ең алғаш осындай компанияға келген кезде біреу өнімге келеді, біреу бизнеске келеді. Бірақ сол кезде адамдар ажырата білу керек та. Негізінен нақты маған табыс қайдан түсіп жатыр. Иә, нақты бұл жүйеде шынымен де пайдалы таза табыс бар ма деген, одан кейін шектеусіз табыс бар ма деген нәрсені зерттеу керек та. Сонда Санива компаниясында қазіргі біздің жүйеміз, маркетинг жоспар бойынша қарап отырсақ, бізде қаншама табыс бар, иә? Директорлық бонус, топ бонус деген бар, деңгейлік бонус бар, сетевой бонус бар, тікелей бонус бар. Одан қалса саяхатқа жолдама. Барлығы осы жерде бар да. Соның барлығын алып болған кезде сіз саяхаттап та үлгересіз, демалып та үлгересіз, үйіңізді, машинаңызды алып барлығына жетісіп үлгересіз. Жаңағында ұйықтап жатсаңыз да ақша түсе береді. Сондықтан айтар едім, жаңа пирамида деген нәрсеге ол адамдар ажырата білу керек. Классика біздің компанияның бизнес системасы жаңағындай классика түрінде, иә, халыққа өте пайдалы және тиімді жағын ойластырып қойған. Яғни пирамидада ақшадан ақша істейді. Бұл жерде нақты тауар жоқ, жаңа сіз айтқандай бір сағатта айналып жүреді. Ал сіздердің Санива компаниясында қанша өнім бар қазір? 48 түрлі өнім бар. 48 түрлі өнім бар, яғни нақты өндірушілер бар, нақты тұтынушылар бар. Қаржылай пирамиданың айырмашылығы тауар бар бұл жерде. Екінші пирамидада ақша саласың, адам шақырасың, болды. Басқа еш нәрсе бермейді. Ақшадан ақша істейді. Яғни бұл жерде адам келмей қалса, ақша келмейді. Ал бұл жерде сіз тауар айналып отырса, яғни Санива компаниясы бұл классикалық маркетингті, яғни сонымен қатар интернет-магазин арқылы жаңағы бонус деп айтып кеттіңіз, иә? Соның айырмашылығы неде? Мысалы пирамидада адам келді, келмесе ақша түспеді. Ал сіз ұйықтап жатсаңыз да ақша қалай түсіп жатыр? Иә, енді осы сұрақты көбінесе адамдар қояды. Осы сетевойда жүргеннен кейін бір сұрақ қояды: сенікі пирамида шыға дейді. Сетевойда айтқан жерде түрпідей жиырылып адамдар қорқады, тыңдаудан қашады. Бұл жерде енді сетевиктердің де қателігі бар. Эксперт ретінде оны айта кетсек те болады. Сетевиктердің бірден бір қателігі фильтрдан өткізбестен ақпарат беру, жаңағы бизнесті тықпалай береді да көп адамдар. Тіркелсе ар жағын айтпайды, маркетинг жоспарын, табыстың келу жолын, қайнарын айтпайды да. Бірден мынандай компанияға тіркелсеңші осынша ақшаға дейді да. Бірден қателігіміз сол жерден, адамдардың бәрі сол үшін жақсы көрмейді бізді, шыны керек. Енді оның жақсы жағын осы өзіміздегі болған реальный жеткен жетістігіміз арқылы қайтадан бәрі жүгіріп жатыр осы кезде сетевой бизнеске. Екіншіден қоятын сұрақ, жаңа сетевой бизнес пен осы MLM бизнестің айырмашылығы қандай деп көп адам парықтап біле бермейді. Қарапайым адамдар бұны білмегеннен кейін бәрін бірдей пирамида деп атап алған. Сонымен жүреді. Жаңа өзіңіз айтқандай, осы сетевой бизнесте товар бар. Сіз ақшаңызға дүниеңізді аласыз, ақшаңызды бересіз. Магазиннен алған сияқты бизнесті бастаудың өзі солай адалынан да. Ол өнімді сатып жіберсеңіз, сіз жеңілдікпен алып отырсыз, еще сатып пайдаңызды көресіз. Бұл біріншіден. Ал өзіңіз тұтынсаңыз, пожалуйста, ақшаңызды беріп сатып алыңыз. Сондықтан еш өкінішсіз. Осылай жаңа зауыты бар, өндірушілері бар, және компания жауап бере алатын орталығыңыз бар, өнім бар. Ал пирамидада жаңағы айтып өткеніміздей ешқандай товар жоқ о жерде. Мен де естігем, өзім істемесем де айналамда сетевоймен айналысып, жаңа осындай бизнестерде жүретін қыздарда саяхат картасын беріп, бәленбай 100 000-мен бизнеске шақырып жатады екен. Саяхат картаны аласың, 80% жеңілдікпен бәленбай мемлекетті тегін аралап келесің. Мысалға, бәленбай жастағы балаға дейін 12 жастағы деген сияқты. Ал ол карта жалған карта ма? Ол адамдар бәленбай мемлекетті аралауға дейін мүмкіндігі уақыты бар ма? Белгісіз, просто картаны 600-700 000 теңгеге сатып алып жатады да. Бизнесті осылай бастап жатады. Бірақ пирамида екенін білмейді да. Сондықтан енді эксперт ретінде айта кетсек, жаңағы өзіңіздің өніміңізді сатып алып бастаған болсаңыз, онда бұл MLM бизнес, яғни Санива компаниясы сетевой бизнес. Ол жерде товар айналым бар, көп желілі маркетинг. Ақшаға товар береді біздің компанияда. Ал басқа компанияда қағаз бермейді дейсіз. Ақша бересің, товар бермейді, мысалы айырмашылығы. Ал енді Құралай ханым, сіз енді қазір айына 6 миллион тауып отырсыз. Енді оның өзі оңай келген жоқ, былайша қарап. Қаншама адамдарды тіркедіңіз, командаңызды шақырдыңыз. Енді сол жаңадан келген адамға осы бизнесті бастап кетуіндегі, енді жаңа Аманнұр ханым да айтады, қорқыныш, сенімсіздік болады. Сол қорқынышты, сенімсіздікті жеңу үшін ол адамдар, командаңыздағы адамдарға қандай кеңес бересіз?
қалай істейсіз сол адамдармен, жаңадан келген адамға қандай ақпарат бересіз деген сияқты? Енді осы уақытқа дейін командаға көп адам келіп, көп адам кетіп жатыр ғой. Енді алғаш келген кезде ол адамның арманын сұраймын. Қандай арманыңыз бар деп. Қанша табыс тапқыңыз келеді деп сұраймын. Өйткені өзімді сондай этаптан өткізді ғой. Содан кейін барып ол адаммен, келген адаммен сөйлесу арқылы енді әртүрлі болады. Мен тұтынушы болғым келеді дейді кейбіреулер. Өнім алып, мен айтамын, сіз өнім алып отырсаңыз да табыс табасыз бұл жерден деп, сол өнім алып жаңағы тұтынушыдан командаға қосылып табыс тауып жатқанда да командалар бар. Бірақ ең алғашында жұмыс жасаймын дегендерге сол он арманды жаздырып, ойын өзгертіп, бірінші шешім қабылдатам. Жаңағы осы компанияда жұмыс жасайтынына шешім қабылдатам. Одан кейін жаңағы планын құрып берем. Мысалы, осы уақытта сіз консультант мен дәрежесін жабасыз, жаптым, осындай табысқа шықтым деп, мысалы, соны жазып берем. Соны айту арқылы, аффирмация айту арқылы енді керек команда ол жасап кетеді ары қарай. Яғни бұл адамдар келген кезде, сіз ол адам компанияға келген кезде қайда баратынын көрсетесіз, иә? Сол арқылы адамдар сізге тіркеледі, бизнес бастайды. Иә, мен айтамын, сіз тіркеле салған кезде көбінде бизнесқа шақыруды үйретемін. Бизнес пакетпен жұмыс жасасаңыз, сіз тез табысқа шығасыз. Бір адамды бизнесқа шақырсаңыз, 24 мың теңге қазір сіздің счетыңызға түседі 1 минутта деп. Яғни бұл жерде сіз тез консультант дәрежесін жапсаңыз, сіз бір адамды бизнесқа шақырсаңыз, 30 мың теңге табыс аласыз деп артықшылығын көрсеткен кезде, ол жұмыс жасайтын серіктес бірден статусты тез жабады. Өйткені ана табысты көріп тұрған кезде сыйақыны сіз тез жабатын болсаңыз, енді бізде шектеу жоқ қой, талап жоқ. Бірақ консультант дәрежесін жаңағыдай 15 күнде жабатын болса, тағы да беретін ақшалары бар, бізде премиялар бар. Сол ақшаны аласың дегенде, енді түсінетін адамдар ақша керек алдым ұмтылады. Енді бізде мен көбінде менің осы жерде айтқым келгені, мен менеджерге дейін айтамын да, сіз 3 айда менеджер дәрежесін тез жауып 300 мың теңгеңізді алуға болады. Ол кезде сіз уже бір адамды бизнесқа шақырсаңыз 36 мың теңге аласыз деп, адамға кішкене болса да мотивация беріп, сол кезде жаңағы мүмкіндікті айтамын. Көзі жанып жасаймын деп, серіктестер ары қарай жасайды. Өйткені бұл жерде табыс бар екенін айтам да, көбінде алғаш келген кезде командаға осы мүмкіндікті айтамын. Енді бұл жерде біздің компанияда тұтынушы ретінде тіркелгендердің өздері табыс табу мүмкіндіктері бар. Өзіне алған өнімдерінен біздің компаниямыз шексіз 20% беріп қояды. Менің командамда қаншама пенсионер апайлар бар. Өзін алып береді, туысқанын алып береді, сөйтіп 20% табысын алып 2-15 күн сайын, яғни 2 апта сайын табыстарын алып отырады. Енді алғаш келген серіктестерге осы біз деген не сияқты болуымыз керек қой енді. Адамдармен бірінші сөйлесуіміз керек. Кейбір адамға жаңа айтып жатырмын, ақша керек, біреусіне орта керек, біреусіне саяхатқа шығу керек, біреусіне үй алу керек, біреусіне кредитін жабу керек деген сияқты. Сол сұрау арқылы біз осы компанияда сол барлық мүмкіндіктің бар екенін айтуымыз керек. Өйткені барлық мүмкіндіктер бар. Өйткені өзім содан өттім. Өзім осы компанияға келген кезде жаңағы қарыздарымды жаптым, үйімді алдым, көлігімді алдым, саяхаттадым. Енді өз арманыма жеттім да, яғни мен арманыма жеттім ғой. Басқаларда сол армандарына жеткізуге мен қазіргі таңда мақсат қоямын. Неге басқалар жетпеске деп. Яғни кез келген адамда бизнесқа шақырасыз, оның арманын бастапқы жасайтын адамдарыңыз компанияға тіркелгеннен кейін қайда баратынын көрсетесіз және арманын орындауына сол жолдарын көрсетесіз. Қорқынышын жеңуге көмектесем. Көп адамдарда қорқыныш болады, өйткені мен басында да менде қорқыныш болды, бірақ мен осы компанияға келу арқылы ойдың құпиясын қалай меңгердім. Мен сол ойдың құпиясын меңгергеннен кейін мен тез статустарды да жаптым, тез жаңағы табысқа да миллиондарға шықтым. Сол көп адамдарды қорқыныш билейді. Қорқынышты
жеңгізуіміз керек, сенімін арттыруымыз керек, ниетін жаңартуымыз керек. Жаңағы сол кезде барып тұрақтылықты үйретуіміз керек та, өйткені менің өзім бұл жерде компанияда тұрақты болдым да. Жаңағы қанша 8 жыл компанияда жұмыс жасасам да, мен қазір тұрақты статус қоямын. Тұрақты группаға ақпарат беремін деген сияқты ғой. Тұрақтылық, мен қанша директор болып кеттім деп мен статус қоймай қоймаймын. Мен группаға қандай ақпараттар, жаңа ақпараттар түседі, отзывтар түседі, бәрін статусқа қойып отырамын. Сол өзімнің тұрақтылығымды командаға да солай үйретемін. Қойыңыздар деп. Жаңа келгендерге бірінші сол статус қоюды да үйретемін. Қойыңыздар. WhatsApp-тағы статусқа ма? Иә. Статус дегенде бизнес жаңа дәрежені айтып отыр деп ойлап отырмын. Жоқ, WhatsApp статус қой. Сол қарапайым WhatsApp статус, содан кейін группа, мысалы, мен кеше бәрін қозғап жатырмын да енді. Бізде компанияда группада отырды, қызық болды. Бәріне айттым, статус қойыңыздар, салыңыздар. Салды. Содан бір қыздың Семейде өзі Үржарда тіркелген, бірақ Алматыда сестрасы отыр екен. Сөйтіп статусынан сестрасы көрген, сен осы компанияда істейсің бе деп, иә деген ғой. А қызының подружкасы осы компанияға тіркелген екен. Сосын жаңағы сестрасы айтқан, менің өзімнің сіңілім тіркелген екен, өзімнің сіңілімнен алайын деп, жаңағы қыз 3 биокрем, бір тіс пастасын жаңағы Алматыда сестрасын сатты. Яғни әрекет та бұл жерде сол статусқа қою арқылы уже басқалар да біліп бастайды. Ал көбісі сол статусқа басқа нәрсе қойып қояды да, болмайтын. Иә. Цитаталар дейсің ғой. Иә. Сол компания мүмкіндігін қойыңыздар деймін ғой. Сол кішкентай әрекеттің өзі ол жетістік аппаратта. Тұрақтылық, жаңа күнделікті әрекет, тұрақтылық ол адамды жетістікке жеткізеді міндетті түрде. Өйткені біз содан өтіп отырмыз ғой. Көз алдымда Айжан ханым мінекей тұрақтылықпен жаңағы офисқа келіп, видео түсіріп, көз алдымда өсті ғой. Мысалы, Айжан ханымның тұрақтылығы маған ұнайды. Шешімі, ешқашан қорықпайтыны, ешқашан да бір директормын деп жүрмейді, күнде видеосын түсіріп, тұрақты әрекет жасайды да. Мінекей сол тұрақтылық қазір осы жетістікке жеткізіп отыр деп ойлаймын. Жалпы негізі сұрақтың негізінде жаңадан келген адамға арманды оятасыз. Иә. Енді көп жағдайда барлық адам иә демейді ғой. Менің арманым бар екен, соған барып істеймін деп. Жоқ деп айтады. Яғни сіз бұл жоқпен жұмыс жасауды білесіз. Сіздер білесіздер. Бірақ сіздің командаңызда бір адам тіркелді, ол да адам тіркеп бизнес жасағысы келеді. Бірақ жоқ деген жауапты естіп қалады. Сол енді сіз сату маманы ретінде Басила ханым, жоқ деген жауаппен қалай жұмыс жасау керек ол адам? Жаңадан жасап, ақша табамын деп әрекет жасап жатқан адам жоқ деген жаңағыдай үстіне мұздай сумен шашқан, енді жаңа айтады, Құралай ханым айтады, абонарға оңай ғой дейді, мен айтқан адам бәрі тіркеледі дейді, Айжан айтады. Бірақ жаңадан келген адам ол білмейді, ол әдісті білмейді, тәсілді білмейді. Ол келеді да жаңағыдай тіркелу осындай арманды айтып бара жатса, жоқ деп айтады, мұздай сумен шашқандай болады. Сол жоқ деген жауаппен қалай жұмыс жасау керек ол адамдар? Нақты қадаммен қалай түсіндірсек болады адамдарға? Егер сізге жоқ деген адамдар жауап беріп жатса, онда сіз 10 жерден құлшыныңыз, бірақ сіздің талғамыңыз дұрыс болмаса бәрібір құлап қалатынын түсіндіріңіз. Бұл жерде мен Санива компаниясынан нақтылы көз жеткізгенім, және де осы жаңа келген кәсіптестерге айтатын, бірінші, сіздің талғамыңыз дұрыс болса, сіздің құлшынысыңыз жоққа шықпайды. Ал егер сіздің талғамыңыз қате болып, басқа бір бизнеске болмаса, басқа бір сіздердің айтпақшы пирамидаға кетіп қалсаңыз, сіз қанша құлшынсаңыз да, сіздің табысыңыз нөлге тең болады. Ал енді жоқ деп айтатын кісілерге бірінші, ол кісіні қаридарды көбірек сөйлетіп, қарсыңызға келген адамды көбірек сөйлетіп, ол кісінің нені қалайтынын білу керек. Ол қорқынышта жұмыс жасамайды. Мысалы, нені қалайтынын білу керек та. Қалауын білу керек. Ал одан кейін ол кісіге ақша керек болса, ол кісіге нақтылы ақшаның қалай түсетінін жағын, осымен шынайы табыс таба алатынын көрсету керек. Бұл бірінші. Екіншісі, ол адамның шынайы өзіне деген сенімі қаншалық екенін білу керек та. Бұл жерде кәсіпте табысқа жету, сіз бұл жерде дұрыс айтасыздар, жетекші бар, компания бар, өнім бар, бірақ бірінші адам өзіне сену керек. Өзіңізге сенгенде, сіз осындай табысқа қолыңыз жететінін білгенде ғана сіз бәрібір қиындықты бағындырасыз. Үшіншісі, ол жерде қайталауды алып бару керек. Яғни
сіздің жетекшіңіз нені қайталады, сіз соны қайталауыңыз керек. Сол кезде әрине сіздің бағындырмайтын биігіңіз болмайды. Сонда жоқ деген сұрақ келіп жатса, сол кісінің нақтылы ойын ұстау керек және қалауын білу керек. Енді бірі және оған осы бизнес, яғни осы Санива компаниясы, мен айтатын едім, Жунго еліне де, қазақ еліне де Санива компаниясына менің бір білгенім, мақсаттарыңыз айқын болса, сіздің құлшынысыңыз нөлге шықпайды. Яғни дұрыс айтасыз. Менде өзім жаңағыдай сату жағынан да жұмыс жасап жүргеннен кейін де орыстарда айтады ғой, в холостую дейді да, мынау босқа сөзің босқа кетеді да, айдалаға. Мысалы, ол адамның нақты не керек екенін білмесең, оған жаңағыдай арман ояды, несе, ол апа вот сөйтсе, ол апа белін емдеуге келіп отқан сияқты да. Сол сияқты бұл адамға не керек, ақша керек, бірақ сен оны жаңағыдай крем туралы айтып жатсың, басқаны айтып жатсың, биогельді айтып жатсың деген сияқты, ол адамға ақша керек. Яғни Басила ханыммен толықтай келісемін, ол адамға сұрақ қою арқылы алғашқыда жоқ деген жауапты естімеу үшін не керек екенін қалауын білгенің өте дұрыс айтасыз. Енді кез келген жағдайда мен өзім қосымша емес, негізінде мотиватор болғаннан кейін енді адамның бұл бизнесте жалпы мен ойлаймын, MLM бизнесте ғана емес, адамның өміріне бір мотивация керек, яғни қуаттандыратын бір зат керек, құлшыныс керек. Енді сол құлшынысты мысалға енді кей жағдайда жетекшіңіз болмай қалады, кей жағдайда енді Роза ханым әрдайым қасыңызда емес, әрдайым бір-біріңіз қасында емес, бірақ кейде өзіңіз жаңағы Аманнұр ханым қайтып тисе береміз ғой, сізге 2 жыл тұрып қалған кезде де, бірақ өзіңізді қамшылап шығуыңызға да бір әрекет болды ғой, бір ой болды ғой. Сол сияқты мен де өзімде өмірде мына сөзді қолданамын. Бір шаршап, я болмаса істегім келмей, кейін қарай жүруге бір жаңа айтқанда нәпсім басып баратқан кезде мен өзіме айтамын. Біржан, мына сөзді айтамын өзіме. Сен болмасаң кім, бүгін болмаса қашан? Осы сөзді өзіме айтамын да қой деймін да, тұрып кетемін. Тура сол сияқты сіздерді бір сондай қанаттандыратын бір сөз ба, нақыл сөз ба, енді сөз адамды я өсіреді, я өшіреді дейді ғой. Сол көрермендегі бәлкім сіздердің осы қанатты қолданатын сөздеріңіз сол адамды оятып жіберуі мүмкін деген сияқты. Сондай бір қандай нақыл сөз қолданасыз сіз? Мен өзімнің жаңағы бұрын нелеріме салып қоятын статустарыма үнемі қолданатын бір ауыз сөзім ол талпынған жетер табысқа деген. Қандай керемет. Талпынсаң табысқа жетесің. Мен соны қолданам, соны ойлаймын да, ары қарай тоқтаусыз әйтеуір талпыну керек, шаршамау керек, ұйықтамау керек. Роза апа айтпақшы, тек қана талпынған адам табысқа жететініне және оған адам өз сену керек та. Мен үнемі сол сөзді қолданамын. Одан кейін тағы бір айтатын менің аффирмациям, армандар орындалады, әсіресе менікі депші. Сол сөзді үнемі қолданамын. Орындалып жатыр. Сосын тағы бір менің үнемі командама да қазірге дейін айтатыным, біз осы салада жұмыс жасағаннан кейін біз несібе рыздықты, ақшаны біз немен тауып жатырмыз? Тілмен тауып жатырмыз. Сондықтан мен үнемі айтам, менің тілім, менің байлығым. Болды. Шаршасаң да, ұйқың келсе де, ауырсаң да, тілің сайрап тұр. Тілің сайрап тұрса, тоқтама. Яғни құрметті көрермендер, осы сөздерді жаттап алыңыздар, жазып алыңыздар. Осы керемет 3 сөз. Ал Аманнұр ханым, сіз қандай? Менде де үнемі өзіме күш шабыт беретін бір сөзім бар. Бір Құдай бар, бір Аманнұр бар, go деймін. Өйткені қанша жерден тіптен айтып жатады ғой әйел адамдар, мен жолдасыма сүйенем, сенем, жолдасым көмектескісі келмейді емес, оның да өзінің проблемасы жетеді да. Былай қарасаңыз, қандай жағдайда мен мысалы ең кішісінен бастайын, енді мысалға кухня гарнитурды армандадым, айтып қоямын, күйеуіме айтып қоямын, видеолерге айтып қоямын, осындай жасату керек еді, бағасы осындай екен деп мебельдіктен сұрап бағаларын біліп алдым, бірақ ақыр түбі өзім жасамасам болмады. Сондықтан да бір Құдай бар, бір Аманнұр бар, go дедім да, шынымен де соның нақтылы сумасын шығардым да. Қазір енді адамдар бірін-бірі бақылауға жаратылған ғой, шынында да айналамыз бақылайды екен, қанша жаңа қолдап тұрғандай болғанмен бақылап отырады, не істейді екен деген сияқты. Сол кухня гарнитурдың бұрын суретін ақбормен стенаға сызған болатын. Соны түсіріп тиктокқа салғам. Содан бері қарай тиктогымда енді қаншама қыз-келіншектер пікір жазып, жаңа таңғалып, шынында да жұмыс жасап жүргенімді енді байқап жатыр да, мен табыс таба бастағанымды енді байқап жатыр. Сондықтан менің бір ауыз сөзім жаңағы бір Құдай бар, бір Аманнұр бар, go. Екіншісі, жаңа айттым ғой, мен жолы болған адаммын. Жолым болған адаммын. Жалпы жолым болған ғой менің. Әлі де болады. Мен жолы болған адаммын, шын. Келін ретінде де, ана ретінде де, жолдас ретінде өте жолым болған адаммын. Керемет. Соның ішінде бәрі жатыр. Құралай ханым, сіз қандай сөз қолданасыз?
және өзгелерге сол сөзді қолдануға, қандай сөзді қолдануға кеңес бересіз? Мен әрқашанда қандай жағдай болмасын өзіме айтам, Құралай, сенің қолыңнан келеді, сен мықтысың, сен барлық жақсылыққа лайықтысың, тек алға деп. Сосын енді аффирмация айтамыз ғой бәріміз. Менің әрбір күнім бақытқа, қуанышқа толы деп. Яғни таңыңызды сіз әр күнің бақытқа қуанышсыз. Басила ханым, сіз? Мен өзіме мен тек қана жетістікке жетушімін деп айтамын. Көбінесе қиындықтардың бәрін бағындырып, өзімді жетіскер етіп, өзіме өзімді дәлелдегім келеді да. Енді мен бұрын оқып жүргенде ұстазымнан оқыған қатты бір сөз бар. Бұл болса, ешкімнің өліммен тоқтамы жоқ. Яғни тоқтамды сіздер де қалай айтасыздар? Иә, ешкімнің өлімі. Яғни біз бұл жерде әке-шешемізге сенеміз, ол балалық кезіміз. Иә, әйел адамдардың көбі неге осындай бизнес жасайды десеңіздер, бұл кісілер жолдасына сеніп, көптеген әйел кісілер шешімін қабылдай алмайды. Мені күйеуім бағады ғой, мені жолдасым бағады ғой, менің бәрім даярлап береді ғой дейді, бірақ бір күні білмейміз кімнің ең алдымен өмірден озатынын. Сондықтан біз әрқашан, мен айтамын да, ешкімнің өлімімен тоқтамы жоқ. Мысалы, біздің жанашыр жақынымыз, мен әкем бұл дүниеден өткен кезде мен қасында өзім болдым. Соңғы рет қасында өзім болғаннан кейін білдім де, мен тек қана өзім мықты болуым керек. Сонда қана мен тіпті көптеген жетістікті бағындырсам, басқа қазақтың қыз-келіншектері тіпті де керемет болса, бәрі білсе, өзіне сенген адам ешқашан далада қалмайды. Дұрыс айтасыз. Енді былайша айтқан кезде енді барлығымыз мұсылман болғаннан кейін жалпы енді өмірдің негізгі заңдылығы енді әуелі Аллаға тәуекел ету ғой. Енді Құранда аят бар ғой, бүкіл адамзат саған жақсылық жасағысы келіп, бірақ Құдайда жазылмаған болса, саған ешкім жасай алмайды дейді. Сол сияқты барлық адам саған жамандық жасаймын деп тұрса, бірақ Құдай саған жамандық жазылмаған болса, ол жазылмайды. Сондықтан әуелі Алла, екінші жаңа айтып тұрғандай, бір Құдай, бірінші Құдай, екінші амандар go деген сияқты. Жақсы демес екен жалпы енді. Сонда сіздерде қиналайын деп, енді қиындық болады ғой. Бәрі қиындық болады ғой. Сол сөз енді қандай қиындықтан енді осы бизнесте ең қиын болған қандай сәт болды сіздерде? Ең қиын сәт болған, мысалы, сіздің командаңыз сіздің кәдімгі жанашыр досыңыз сияқты болады. Командаңызға сеніп кеткеніңіз соншалық, команда сіздің ата-анаңыз сияқты жақын болады. Команда сіздің күйеуіңіздей болып кетеді. Команда сіздің кәдімгі балаңыздай болып кетеді. Негізі өте солай махаббатты мен бергем, командама сондай мен солай тәрбиелеп шығардым. Бірақ та бір кездері менің, сіз білесіз енді сол жағдайды, Құралай ханым да біледі, менің сонша еңбекпен құрған командам, соларға бүкіл барымды бердім, нәрімді бердім, мейірімді, махаббатымды, білімімді бәрін бердім. Солар жетістікке енді жетіп, аяғын нық тұрып келе жатқанда, бірақ сәтте басқа компанияға қызығып, сөйтіп шамалы сол жақтың азғыруына еріп, ойлары өзгеріп, бірақ түнде шешім қабылдап, менің командамнан кетіп қалған кез болды. Сол кезде мен кәдімгі бір жанашыр жақынымнан айырылып қалған сияқты күй кештім да. Ол кезде қатты, енді буынымыз қатаймаған кез ғой, сетевойда алғаш жүрген кездері. Сөйтіп мен шынымен де жүрегім қатты ауырды, сол сәт әлі есімде. Содан маған Роза ханымның бір сөзі бар. Айжан деді, ешкімге ешқашан байланба. Өйткені бұл бизнесте кәдімгі біреу келеді, біреу кетеді. Егер сен адамдарға байланатын болсаң, маған несібе рызықты, табысты осылар береді деп, сен қанша соларға жаңағындай байланған сайын, сен солармен сыналасың дейді да. Сондықтан мейлі өмірде болсын, ешқашан сен артық, Құдайдан артық басқа адамдарға махаббатты берген сайын, балаға берсең артық махаббатты, Құдайдан артық сен баламен сыналасың дейді. Ал күйеуге берсең махаббатты, сен күйеуден сыналасың. Сол сияқты мен командама өте махаббатымды, барымды бергеннен кейін де мені не істеді? Мен командам бір сәтте кетіп қалды. Бірақ кейде ойласам, біз осы білімнің арқасында өзімізді алып қалдық. Өйткені қандай сол кезде біз ойладық, сол адамдар бізді өсіреді. Сол адамдардың арқасында мен арманыма жетем деп ойладым да. Бірақ та Роза ханым тағы айтқан сөзі, осы адамдарды сенің өміріңнен қайта ерте алып кеткеніне рахмет айт. Өйткені бұндай мақсаты, ниеті қазірден бастап сенімен бір емес адамдар сені түбінде сатып кетеді бәрі. Қайта сені ерте сатып кеткеніне, ерте арқаннан пышақ ұрғанына ризашылық білдіру керек дейді. Рахмет айтып шығарып сал, жүрегінен жібер,
жіберіп босат, сол кезде саған жаңа ниеттес тағы да басқа мықты команда келеді деді. Шынымен айтқандай, мен сол сынақтан, сол сабақтан өттім, жүрегіме байламай, жүрегім ауыртқанымды тоқтатып, сол командамды жібердім. Қалай жібердім, маған қайтадан жаңа адамдар, жаңа команда келе бастады. Сөйтіп мен тағы да бір жаңа деңгейге көтерілдім. Енді бұл барыста тағы да сол Роза ханымның білімі, сол кісінің бізді осындай біз керемет бір білім бергеннің арқасында. Одан кейін тағы менің бір қиналған сәтім, кішкентай бөпем 6 айлық кезінде мен жаңадан бала күтуші жалдадым, бірақ табысым қатты көтерілмеді. Сол кездері мен қиналып жүрген кезде сіз мастер-класс өткіздіңіз. Ең алғаш рет мен сол кезде бізді Көлсай тауына шығаратын болды мастер-классқа. Содан шақырды, Біржан мырза бағасын айтты. 230 мың теңге ме, сондай суман, 240 мың теңге. Бірақ ол кезде мен үшін шынымен де енді жаңадан босанып, енді кішкентай сәбиім болған үшін менде шынымен команда енді құрылды. Енді ол 250 мың теңге мен үшін ауырлау болды қалтама. Бірақ менде сол кезде намыс болды да, сізге жоқ деп айта алмадым, барам дедім. Барам, и қосымша өзімнің жаңағы бала қарайтын тәтемді қосып, кішкентайымды қосып бірге алып барам дедім. Сөйтіп қандай да бір намысқа тырысып, сол ақшаны бәрін таптым. Содан кейін сол мастер-классқа қатыстым. Бірақ сол мастер-классқа барғаннан кейін менің табысым 300 мың теңге болатын. Мастер-классқа қалай барып келдім, 7 күн сіздің жаңағындай керемет табиғат аясындағы тауға жаяу шығу, керемет сабақтарыңыз болды, Роза ханым сабақтары болды, кәдімгі мен жаңадан қайта өмірге келгендей, мен жаңа бір энергия алып қайттым. Сол сіздің сабағыңыздан, мастер-классыңыздан мен басқаша болдым да, келгеннен кейін менің табысым шынымен де 10 есеге көтерілді. Сондықтан мен үнемі командамды мен күні бүгінге дейін білесіз, мен мастер-класстан қалдырмаймын командамды. Неге? Өйткені мен сол фишканы білемін да, сол құпиялықты. Өйткені мастер-классқа қатысқан адам не істейді? Міндетті түрде табысың 5-10 есеге көтеріледі. Сондықтан мен жыл сайын Біржан мырза сіздің мастер-классыңа командамды қалтырғым келмейді. Зорлап болса да, қинап болса да барғызғым келеді да. Өйткені өзім тәжірибемнен білемін. Сондықтан мен айтар едім, бұл компанияда жаңағындай білім бар, мотивация бар. Енді мотивацияны біз көбінде әйел адамдар не істейміз? Осындай ортадан аламыз, қолдау керек деген. Роза ханымның үнемі бізді бірдес еркелетеді, үнемі бізге көңіл бөліп отырады. Компания сондай керемет, мейірімді компания, және бір жағынан енді сіздің бізге беріп отыратын үнемі мотивация. Айжан, сенің қолыңнан келеді. Сіз молодессіз деген бір ауыз сөзіңіз маған сол мотивация береді. Соның арқасында күні бүгінге дейін бір жағынан сыйластық, береке бірлік, ынтымақ болған жерде бәрі болады. Сондықтан бұл компанияда бәрі бар деп айтқым келеді. Тамаша, керемет. Аманар ханым, сізде қандай қиындық болды? Содан қалай өттіңіз? Енді бәрінде болады ол қиындық. Қиындық болады, әрине қиындық көбінесе қаржыдан келіп тіреледі ғой. Сол тоқтап тұрған сәттерім деп айтайын. Сол кезде мен алданып тоже осындай үй алуға деп ақша жинап қойған ақшамызды алданып біреуге беріп жібергенім бар еді. 3 миллион теңге. Ол кезде ол да аз ақша емес, семьяның ақшасы еще, жолдасым айтпаған. Сондай бір сәт болды. Сол кезде менің түйгенім, айналадағы адамдар көбінесе сіздің жығылған сүрінген сәтіңізді аңдайтын сияқты көрінді. Себебі бәрі айналамдағы күліп жүрген жандар бір сәтте мен ақшасыз қалған кезде айтады ғой қазақта, құлан құдыққа жығылса құлағына бақ ойнар деп. Сол сәтте мен шығу үшін көп нәрселерді зерттедім. Мен тез көп ақша табу үшін не істесем екен деп, қосымша жаңағы интернет магазиндермен жұмыс жасап көрсем екен деп. В общем, телефоннан сондай бір не көрдім. Тоже пирамид екен ғой, сонда білмейміз ғой, парықтап білмейміз. Өзім жығылып жатып, соған ақша салдым, короче. 3 миллион жұмсап, 3 миллионды шығарып алу үшін, еще бай, оның сыртында баюым керек болды. Сонымен солай ақша салдым. Тоже жаңа сіз айтқандай, артыңыздан 2 адам әкелсең болды деген сияқты. Сонымен ол классик деп түсіндірді. Шынымен де мен қаншалықты көп адамды сол ақшаға әкеп кіргізетін болсам, соншалықты көп ақша табатын болдым. Тәуекел дедім, мен тез арада ақшаны орнына қоймасам біттім дедім ғой енді. Сонымен тура жаңағыдай айналамдағы дос құрбыңыз айтасыз, өзіңізге сенім білдіретін адамнан бастайсыз ғой бірінші. Құрбыларыма айттым, бірден сенім білдірді, өйткені маған сенімді тұрақты жұмыс жасап жүрген адам деп біледі. Қайда салсам да түсейін деп тұрды адамдар, doğru ма? Сонымен өзімде алданып тұрған білген жоқпын ғой. Мен ана 3 миллион жайындағасын бірнеше адамды сол бизнеске әкелем ғой. Әкелдім. Бастапқы кезде шынымен де крупный ақша тауып, жаңағы
қарыздың шеті қайта бастады ақырындап. Өзім кіріп кеткен ұсақ түсек тағы да ана бизнес бастау үшін тағы да ақша салдың ғой. Қарызданып, сіз айтпақшыдай айналадан қарыз алып салдым. Сол қарызымды төлеп біттім. Шынымен де төлеп жатыр, ақша түсіп жатыр электронный. Ол электронный ақшаны вывод жасап жаңа шешіп алып үлгерместен қайта жаңа пакет сатып алуға жұмсай бердік. Өйткені акцияны қоя береді екен. Осылайша тереңдей берді. Салған сумам қалтамнан шықпаса да тапқанымды қайтып айналдырып сала бастадым. Мұны көргеннен кейін айналамдағы адамдар да сөйтіп көп ақша тапқысы келе қалды. Не керек, бір күнде сайт жоқ болып кетеді ғой. Бірден жоқ болып кетті. Ертеңнен бастап маған 1000 қырғыз звонок, қайда ана табысым, вывод жасап жатыр едім, түспей қалды, сайтым ашылмай қалды. Ана жерде төбемнен таспен ұрғандай отырдым да қалдым. Мен не істеп қойдым? Айналамдағы бүкіл адамды шулдатып тастадым. Өзім кіргенім былай қалсын дедім да. Енді бір қиын сәттердің бірі болды енді. Ол кезде айтып жеткізе алмаймын. Өтіп кеткесін айтады екенсің. Сіздерге де айтып көрмедім ғой оны. Бірінші рет айтып отырмын ашық әңгіме болғаннан кейін. Сол сәтте жалт беріп адамдардың бәрі өзгере бастады. Мен туралы дұрыс емес пікірлерді айтып, бір-біріне жамандай бастады. Бір сәтте мен адамдардың бет-бейнесін көрдім. Жаңа Айжан ханым да айтып жатыр ғой, соған да шүкір ету керек екен. Бірден сондай дұрыс ниетті емес адамның айналаңнан кеткені деп. Сол сәтте маған әпке жездедей болып жүрген жақын адамдарым әп сәтте есеп соғып, калькуляторын алып шығып, сен осы күні осындайдан үй істегенде, міне маған осындай долгсың, бермесең қарыз неге? Арыз жазам деп бастады. Сондай бір қорқынышты сәттер төне бастады маған. Сол кезде енді рахмет айтам Аллаға. Екіншіден жолдасыма рахмет айтам. Жолдасым айтады: "Үй, рахмет десейші мынандай болғанына. Сен может жаңағы ақша беріп, тағы 1 жылдай созылса, не болар едің?" деді ғой. 20 миллионға кіріп кетсең не істер едің? Сен қазір 8 адамға ренжітіп, 8 адам арыз берем деп отыр ма сенің үстінен? 2 жылдан кейін мысалы 20 адам арыз беріп отырса не істер едің? Деді. Бір сөз сол болды. Шүкір деді ғой. Есіңді жиюыңа шүкір де. Екіншіден бір нәрсеге қамып қаш деді. Мүлде мүмкін емес деген вариант жоқ қой деді. Ақшамен шешілетін, ақшамен төлейтіндей болса, онда Құдай вариант беріп тұр. Сен аяқ асты бір жаман ауруда болып, не бесе бір мүмкін емес вариантың жоқ уже. Не істерім? Ақшаң көп болса да ешқандай вариантың жоқ болып тұрса не істер едің? Сондықтан ақшамен болған сәттерге тағы да уайымдамашы деді да. Сол 2 сөз мені алып шықты. Соны қайттан бірден ес ақылымды жидым. Сол кезде жаңағы берекет деген дүниені ойым алдым ғой қайтадан. Санивада аз табыс тауып жатсам да, жетіп жатқан, бәріне жетіп жатқан дүние, бір сәтте көп дүние табам дедім да, баттым. Есесіне жаңағы фильтрдан өткізіп алдым да. Санивада тұрақты қалуыма өзінің жақсылығы қайыры бар. Дұрыс айтасыз. Сол қайыры бар мен. Бірақ қателік қой былайша қарасақ. Үлкен қателік қой, сауатсыздық. Яғни адамдарға қаржылай негізі енді адам қаржылай жағдан тірелген кезде кез келген нәрсе істеп кетеді екен ғой. Яғни көп жағдайда қазір байқасақ, көп компаниялардың, яғни нақты сіздер сияқты тұрақты, адал кәсіп, MLM бизнес арқылы тауып жатқан адамдарға кері пікір қалдырып, кері әсерін тигізетін сондай психологиялық тұрғыдан сондай адамдарды яғни тартып, одан кіретін жерге кіргізіп, одан бөлек өзгелерді кіргізіп, керекті сумманы жинаған кезде жауып тастап, соған ұрынбау керек. Сол пирамидаға ұрынбау керек негізі. Иә. Сондай бір өте өткен қараңыз, бір адамның өткен қиындығы қаншама адамды сол қиындықтан өтпеуіне, сол қателік жасамауына себепті. Қандай керемет. Соның жалғасы, сол жаңағы ақшаның берекет дегенді таптым да, жаңағы бір Құдай бар, бір Аманнұр бар, гоу дедім. Себебі мен жылап еңіреп үйде жаттым 6 ай. Еңсемді көтере алмадым. Офисқа да барғым келмейді. Сол сәтте бір ойладым ғой мен. Құдайға айтайыншы сырымды. Ол қаншалықты қиындықтан шығуға да мүмкіндік беретін Құдай ғой дедім да. Құдайым, сен барсың ба? Біліп тұрсың. Бүкіл ситуацияның басынан бір білетін сізсіз. Мен қаншама адамға жылап айттым. Ақшасы бар, жақындарымнан ақша да сұрап көрдім. Өйткені ол кісілер мен қарыз болып өзім батып тұрғаннан кейін оны қайтаруына мүмкін емес деген сеніммен ақша жоқ деп жауап береді әрине. Сол кезде бір Құдай бар, жағдайды білесіз деп бірден связға шықтым ғой былайша айтқанда, шын айтқанда. Сол кезде мен бір айда, енді магия, ғажап деп айтсам болады, бір айда 1.800.000 теңгеден қалай құтылып кеткенін білмеймін. Алдыңғы кіріп кеткен 3 миллионның 1.800.000 қайтарып болдым. Сол моменттің тағы қайыры. Иә, Санивадан тапқан табысым бар. Жаңағы сырттай сатамыз ғой же. Акциялатып, товар сатып, тоқтаусыз істедім. 1.800.000 теңге. Жолдасым да білет. 1.800.000-ді жауып тастадым бір айда.
сол кезде айтты ғой, ақшамен келген дүниеге шүкір десеңші деп айттым ғой дейді да. Ары қарай тағы да қолдауын жалғасты білдірді. Енді осындай бір керемет қиын сәттерден де өттік. Керемет. Және айналамды тазалап алдым зато. Кіммен араласу керек, кімді бизнеске шақыру керек. Есесіне бір ниеттес, бір ойдағы адамдармен бизнес жасасаң, бизнесің өрлейді деген әңгіме ғой. Екінші өзіңді өзің ғана алып шығады екен, шыны керек. Құралай ханым, сіздің өміріңізде осы компанияға тиесілі, бизнесіңізге тиесілі қандай қиындық болды және содан қалай шықтыңыз? Менде енді осы команда құрып, бір командамыз жұмыс жасап кеткен кезде қуанамыз ғой. Сол командалар болды, жаңа команда құрып аяқ асты, жаңағыдай айтпақшы басқа компанияға. Жалпы компаниядан кеткен кезде біртүрлі болдым. Енді қиын сәт деп айтуға бола ма екен. Сол кезде ұстазым Розапай Құралай деді, ұмыт, саған бұдан да күшті жаңа команда келейін деп тұрған ғой деп, бір сәтте сол кезде ұстазым жаңағыдай шығарып жіберді сол сәттен. Сен жабыса берме, тасташы бәрін, тасташы деп. Шынында да сол моментте жаңағы жұмыс жасамай жүрген командаларыма да ренжімей, басқа компанияға кетіп қалған командаларыма да ренжімей, сол кезде жаңағы бір ойлайық қаласың, бір кетіп қалды, болды уже деген сияқты ой келді басында. Бір солар ғана жүргізіп тұрған сияқты. Сол кезде ұстазым жаңа айтты ғой, енді жібере сал. Саған үлкен команда, басқа команда келеді деп. Шынымен де мен жеңіл жібере салдым. Момент ойымды өзгерттім. Маған не түзу, табыс табам деген жастар келіп жатыр. Бизнес жасайым деген мақсаты бар деп жаздым, ойладым. Сол кезде маған жаңа командалар құрып бастадым. Қазақстанның барлық қалаларынан жаңа ниеттес жұмыс жасаймын, жаңа кәсіп жасаймын деген құлшынысы бар командалар келді. Яғни сол сәтте мен енді компания президенті болмаса, жаңағы шығаратын, қайғырып, командам кетіп қалды, анаған айтып, командам кетіп қалды деп негатив ұстап отыратын адам едім ғой. Бірақ сол кезде мен негатив ұстамай, ұстазымның айтуымен бірден маған одан да үлкен команда келді. Менің командам күннен өсіп жатыр деген жаңа ойда кеп, резко ойымды өзгерттім. Шынында да сол моментте маған жастар келді командама. Кәдімгідей бұрын сетевойда істеген, мені бақылап, 6 ай бақылап келіп командама қосылып, солай жастар келді. Бір-бірімен жарысып та команда құрып, мысалы жұмыс жасадық. Тез шығып кеттім да. Қандай қиын сәт болса да, мен осы ситуация дейді ғой, сондайға кірмейтінді үйрендім. Осы ұстазымның арқасында жалпы. Ол ситуацияға кірсең, ол ситуациямен бірге сен кетіп қаласың. Жалпы өртеніп тұрған отқа кіріп кетсең не істейсіз? Жанып кетесіз. Яғни өмірде де қандай жағдай болып жатса да, ол ситуацияға кірмеу керек. Яғни тәуекелге келем да. Тәуекел. Қандай жағдай болмасын, тәуекелге келіп, тез шығып кетуді үйреніп отырдым. Жақсы. Енді қарап отырсақ, енді бізде бүгін компаниямыздың белді кісі, жаңағыдай беделді табыскер, миллионер, нағыз компанияның MLM бизнестің, желі маркетингтің эксперттері және сатудың эксперттері келді. Енді уақыттың тығызына байланысты қарап отырсақ, әрқайсыларыңызға алдағы уақытта бөлек-бөлек уақыт арнаймыз деген ойдамыз, алдағы жоспарда. Өйткені әрқайсыларыңыз тарихтарыңыз, әрқайсыларыңыз қолданатын әдістеріңіз, біреуге беретін кеңесіңіз, біреуге пайдалы емес деген сияқты. Сол алдағы уақытта біздің арнамыздан ажырамаңыздар. Бізге келгендеріңізге өте қуаныштымын. Осындай нақты осы адамдарға желі маркетингтегі, яғни табыс таппайды, бұл жерде ақша жоқ деген, бұл жерде армандар орындалмайды деген, былайша айтқанда аңыздан, мифтан арылта алдық деп ойлаймын. Алдағы уақытта бұл кісілердің және де компаниямыздан да бөлек, бұл үш кісі ғана емес, Санева компаниясы мен білетінім, жүздеген, көптеген адамдар миллиондап табыс тауып, көптеген адамның өміріне өзгеріне себеп болып жатыр.
қорытындылай келгенде көп жүйелі маркетинг, яғни сетевой маркетинг бұл аңыз емес. Бұл жақта ақша бар. Бұл жер нақты Санева компаниясы бұл пирамида емес. Дәлел миллиондап тауып отқан, офис тауып отқан адамдарымыз бар, тұтынушылар бар, өнімдер бар, шекара асып Қытай халық мінекей республикасына келіп отқан эксперттеріміз де бар, сату мамандарымыз да бар, керемет жандар бар, яғни жүйе бар. Қорытындылай келгенде MLM бизнеста егер жетістікке таңдайтын болсаңыздар, сетевой компания таңдайтын болсаңыздар, бұл жерде өнімі болу керек, өнімнің нәтижесі болу керек, тұрақты тұтынушысы болу керек, және компанияда әрдайым өсу, өзгеру, жаңалықтар, жаңа айтқандай бастапқыда айына ақша табуды ойлайтынсыздар, қазір секунд сайын, минут сайын ақша түсіп отыр. Сондай компания болса, яғни ол компания бар, енді бұл жарнама емес, өзінде бұл компанияда болғаннан кейін, яғни Санева компаниясы осындай бизнес сіздерге ұсынады. Көп рахмет, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Сіздерге тек қана табыс, жетістік, алдарыңызға қойған мақсаттарыңыз жүзеге ассын, және өзгелерге осылай үлгі болып, және де сіздердің арттарыңыздан тек қана жақсы сөз айтып, сіздерге ілесетін адамдар көп болсын, миллиондарыңыз да көп болсын. Сонымен қатар жаңа айтқандай, менің командам отбасым болып кетеді деген сияқты, сондай жанашыр, ниеттес командаларыңыз көп болсын. Арнайлап келген Басила ханым, сізге рахмет. Қытайға барған кезде айтып барыңыз. Алдағы уақытта сізге құлақтарыңызға алтын сырға. Осындай жоспар бізде жаңағы Айжан ханым айтқандай 100 серіктестеріміз бар. Сонда миллион тауып отқан серіктестерімізге арнайы осындай жоспармен барғалы жатырмыз. Сондықтан сол адамдарды дайындаңыздар. Көп рахмет, біздің арнамыздан ажырамаңыздар, және де бір ауыз сөзбен Санева компаниясына тіркеліңіздер. Айтыпты. Бізді қойып жүрші. Және де бір ауыз сөзбен барлығымыз Санева компаниясына тіркеліңіздер.